Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздер Олжасханның каналындасыздар. Подкаст деп мен негізі бекер айтып жүрмін ше. Мен подкаст жүргізетін адам емеспін ғой негізі ше. Былай айтқанда сұхбат садушам әңгіме. Бүгін бізде қонақта менің досым, бауырым Нұрсұлтан. Десек. Ассалаумағалейкум. Вот. Өзін жайлы таныстыра кетші Нұрс. Мысалы, мен былай айта кетейін. Бұл баланы барлығын мен Инстаграм арқылы білдіңдер, ТикТогым арқылы білдіңдер. Көбісі сұрайды, қандай бала, кім бұл деп. Қайда оқыған, қай жердің баласы. Қазір енді өзінен толық еститін боласыздар, қай жақын тумасы, қандай білім алған, кімнен білім алған. Бұл баламен біз Меккеде таныстық. Біз екеуміз вообще. Біз қалай таныстық? Нұрсұлтан екеуміз. Мен өзіме Алматыда Қара Приора іздеп жүрген кезде Нұрсұлтан екеуміз танысқанбыз. Ол кезде мен Нұрсұлтанға былай қарап, вообще андай ойламаппын. Нұрсұлтан мынандай бір білімі бар, бір оқитын бала деп, вообще андай түріне қарағанда бандит па бір бәле дедім ғой. Бірақ қара куртка бәрін киіп алған бір. Сондықтан айтады ғой, адамның бет бейнесіне қарап, сырт келбетіне қарап мәміле жасама. Иә, мәміле жасамаңдар дейді. Не судите по внешности. Өзің жайлы таныстыра кет, Нұрсұлтан енді. Тағы да ассалаумағалейкум. Есімім Нұрсұлтан. Мен оңтүстікте туылғам. Жетісайда туылғам. Жасым нормально да. Бойым 1.74. Салмағым 56. Осылай айтамын. Как андай ма бұл андай сұхбатта подкастта айтамыз ғой. Ну, тура анау несі. Бірінші рет кептісің ба? Иә, мен бірінші рет қатысып тұрмын, дірілдеп. Емін еркін, родной, бұл жерде сен емін еркін, иә. Өзіңді таныстырып жаңағындай. Мен саған өзім сұрақ қойып отырмын, саған жауап беріп отырсың, иә. Егер өзіңе қиындау болып жатса, а то весін, жылын айтып кет. Весін, бойын айтып кеткенше. Қай жерде туылдың, қай жерде дүниеге келдің? Жетісайда туылдым. Жетісайда туылып, сол жақта ауыл молдасына хат танып. Бізде енді салт дәстүр деген нәрсе бар ғой. Бізде кішкентай кезімізде солай медресеге беру, Құран оқыту деген нәрселер болды. Менің есімде, что мен 25 май күні мектепті бітірген күні кешесі. Нешінші класс? Примерно 10-11 жаста ма солай. Мен вот главный айтылатын нәрсе менің осы уақытқа дейінгі ең үлкен өзіме алатын сабағым сол мектепті бітіретін кезде, бітірмеймін, бір класты бітірдім, 4-ші ма, 5-ші классқа енді өтейін деп жатқан кезде, 4-тен 5-ке. Сол кезде әкем маған айтқан, что давай не қыламыз, жарыстырамыз, мен, ағам, 2 ағам болды, мен, осы үшеуміз жарысамыз, что көршіміз өзіміздің туысқанымыз болады. Олар енді кішігірім жағдай жақсы кісілер болғандықтан, оларда велосипед болады, велик болады, ондай нәрсе бізде жоқ. Мен қалаймын, что менде де велик бар. Любой кішкентай кезінде болады, велик алу деген нәрсе. Сол кезде әкем маған айтқан, что егер жақсы оқысаң, Құраннан 3 пара жаттасаң, Джин сүресіне дейін, Нәстан Джин сүресіне дейін, сол 28, 29, 30 3 параны жаттасаң, саған велик алып берем дейді. Мен давай деймін да, 25 май сабақ бітеді, уже сразу кешке мен неге барамыз, мешітке барамыз, общий тетрадьтер алып аламыз да, мешітке барамыз. Солай қысқа уақыт ішінде, даже сентябрь болмай тұрып, мен сразу 3 пара жаттадым. 2,5 айдан 3 айдан мен Құранға түсіп 3 пара жаттап арам бабама ешқандай үн жоқ, ешқандай велик жоқ. Осы уақытқа Құран жаттатқызады. Шүкір, андай сөз бар ғой, балаларыңа Құранды үйретіңдер, ары қарай Құранның өзі тәрбиелейді деп. Әкеме рахметім шексіз, что мені осы уақытқа дейін тәрбиелеген, осы уақытқа дейін бақытты өсірді, тіпті енді білмеймін, өмірде ең үлкен досым, ең үлкен спонсорым, ең үлкен мотивациям, ең үлкен бір шабытым, әрі осы салаға түсуімнің өзі, тіпті мен 9-ды енді бітірейін деп жатқан кезде де әкем айтқан, что түнде далада кілем төсеп, салқын ауада кілем төсеп, көрпеше төсеп жатамыз. Папа былай бізге массаж істейді, жатқан кезде футболкамыздың ішіне қолын кіргізіп, былай не қылып сипап жатқан кезде әкем айтқан, что 9-ды бітірдің, бір жерге оқуға түсесің бе деп ше. Барынша оқуға түссең жақсырақ болады деп. Көп варианттар болды, қай жерге түскің келеді. Мен ойлағам, что повар боламын, немесе полиция боламын деп ойлағам. Спецназ бар ғой. Сондай деп ойлағам. Мен поварлыққа қасымдағы бағана велигі бар досым деп айттым ғой. Сонымен бірге түсеміз, поварлыққа түсеміз деп ойлап жүргенбіз ғой. Сонымен әкем айтты, что давай медресеге түсе сал, жақсы болады деп. Сол кезде әкем маған әлі есімде ашық айтқан, что біз ертең бірдеңе болып жатса, бізге артымыздан Құран оқисың деген сияқты нәрселерді айтқанда,
соның өзі мен давай деп айтқам. Бірақ ол кезде мен Алла разылығы үшін деген нәрсе, пожалуйста Құран жаттағансың. Менің класстастарымның бәрі Құранды 7-8 парадан көп жаттаған. Мектепте бірге оқыған. Мен хижабты қыздармен бірге оқыдым мектепте. Хижабты қыздармен оқыған кезде де мен өзімнің класстастарымды 9 жыл оқып, ары қарай медресеге кеткен болсам, мүлдем шаштарын көрген емеспін да. Бізге былай Құран жаттау қиын болмаған, короче. Қатты қиын емес, бүйтіп қиналып жүрмейсің, анау әріп қандай, мынау әріп қандай деген нәрсе болмайды. Сол кезде, короче, медресеге түсірген кезде де мен оқуға түспей қалам. Ол кезде оның да бөлек историясы бар. Мен Сарыағаш медресе колледжіне түскен кезде де Сманов Абдуғапар ұстаз танисың ба? Ол кісі мен негізі атам емес, мен ата деп шақырамын, себебі өзі соған рұқсат берген. Алла ол кісіге разы болсын, жатқан жер жайлы болсын. Оқуға түсіп, ары қарай оқып кетуіме пысық болуыма өте үлкен септігін тигізген. Мен даже ол кісіге жылап барамын. Оқуға түспей қалған кезде, мен қалай оқуға түспей қалған, 2 балл жетпей қалды менде. Оқуға түспей, мен барамын, что ұстазға айтамын, осылай сұрайды. Онда бөлек историясы бар, ұзақ. Что мен туылған кезде менің атымды әкем Нұрсұлтан Назарбаевқа қойдыртқан. Өзі қойған атымды. Соның өзін Абдуғапар ұстаз естіп ары қарай қатты неған, жақсы көріп қалған. Всегда мен ол кісінің қолында. Мен медресеге түскеннен бастап 3 жыл неғамыз, 3,5 жыл. Сол 3,5 жылда Абдуғапар ұстазға ең сүйікті шәкірттерден болдым. Ақталдым, ақтауға тырыстым, және всегда қасында болдым. Үмітін ақтап па? Үмітін ақтап, қасында жүріп, кәдімгідей. Абдуғапар ұстаз, Алла ол кісілерге разы болсын. Кәдімгідей тегін білімді берді. Аллаға шүкір. Сарыағаш медресе колледжінде біз тек қана жұмыс, андай нәрсе болды. Біз кезде кішкене жұмыстар болды. Жұмыстар не үшін болды деген нәрсе болса, бізді тек қана андай имамдыққа, мешітте отырып, дәретхана мен мешіттің арасына нәрсе емес, одан тыс нәрселерді де бізге үйретті. Мысалы, өмірде өз орныңды табу, әрекет жасау, басқа жұмыстарды да, мысалы, бізде сауап қой, біздің кезде болды. Бізден алдыңғылар бізден қаттырақ әрекет жасады, қинады, қиыншылық көрді. Біз қазір, бізде өзіміздің немізге сай аз да болсын қиыншылық көрдік. Бізден кейінгілер де тек қазір ойлаймын, что Сарыағаш медресе колледжі рахат, тек қана оқисың, жұмыс жоқ. Тек оқисың, тегін оқисың еще. Ойлашы, сен 4 жыл бойы тегін оқисың, бір колледж, сен 3 уақыт тамағыңды, оқитыныңды, ұстаздарыңды, жататын жерің бәрі тегін. Тек келесің, оқисың. Сондай мүмкіншіліктер бар кезде Аллаға шүкір әкем сол жаққа түсіртіп, оқытқызып, оқытқанмен бөлек, ары соның берген тәрбиесінің арқасында біраз адамның, үлкен кісілердің көзіне түсіп, әкемнің сенімін ақтадым. Мен Сарыағашты бітірейін деп жатқан кезде Абдуғапар ұстаз айттым, Абдуғапар ұстазбен жақын деп ше. Жақын, сол тіпті мен 3-ші курсты бітірейін деп жатқан кезде Абдуғапар ұстаздың өзінің студиясына жұмысқа кірдім. Айына 40 мың теңгеден жұмыс жасаймын, короче. 40 мың теңге үлкен ақша мен үшін. 15 мың стипендия аламын. Ең жақсы оқығаным үшін 15 мың стипендия, еще 40 мың теңге жұмыстан. 40 мың теңгені әкеме жіберемін, короче. Бірінші алған немді, стипендиямды әкеме жіберемін. Бірінші алған айлығымды да әкеме жіберемін. Сол кезде әкем маған андай дұға жасаған, что тапқаның көп болсын деген сияқты. Шүкір қазір мысалы. Просто ақша қазір 50 мың теңге. Қазір 60 мың теңге. Шынымен умраға барып келемін, мысалы барудан 60 мың теңге аламын, келген кезде 100 мың аламын. 60 мың. Ну, нормально маған жетеді. Ақша жоқ деп айтпаймын. Ақша бар. Береді, Алла береке беріп қояды, что. Мен қазір анау оқу, анау мынау бәрі қойшы. Осы умраға барғанда жоғалған кезін айтшы, ол вообще бөлек. Қазір келеміз. Короче, сол мен медресе оқыдым, Сарыағашта 4 жыл оқыдым. Қызылға бітірдім негізі. Менде 4-те 7 болған дастархан деген нәрсе бар ғой. 5 жылдық, сол 4 жыл 5 деген балмен 3 пен 5-дің арасында оқисың ғой. Менде бал 4-те 7 болды. 5-тен 4-те 7 болды. Ол қызылға үміткерсің деген 100% болған. Но емтиханда кейбір кедергілер, сынақтар болып, қызыл диплом аламай қалдым. Негізі қызылмен бітірдім. Бірақ дипломмен не істелмейді ғой. Диплом жатыр ғой, қайда екенін білмеймін. Диплом керек па саған, мысалы, өз ойың? Жоқ. Керек емес пе екен? Жоқ, мүлдем. Мынау керек. Мен айттым ғой, әкем айтқан үшін түстім деп ше оқуға. Абдуғапар ұстаз маған шабыт болды. Ары қарай Алла разылығы үшін оқуыма. Мен түскен кезде главное әкемнің разылығын іздегенмін. Әкем менен разы болсын. И все. Маған басқа нәрсе керек емес. Осы жолға, осындай білімге әсер еткен әкем. Ең үлкен себепкер әкем. Машалла. Әкелеріміз аман болсын. Мынандай сөз бар, қара. Анасыз өмір сүруге қарағанда, әкесіз өмір сүріп, анасымен бірге өмір сүріп
например әкеден жетім қалуы мүмкін, немесе басқа бір нәрсе болуы мүмкін ғой. Сол әкеден жетім қалып анасымен бірге өскен балдар, анадан жетім қалып әкесімен өмір сүрген балдардан тезірек дамиды, тезірек не қылады, жетістікке жетеді. Көбінесе әке не істейді, что материалдық жағынан не қылады ғой, көп баласын дамытқызады ғой. Ал ана болса ондай емес та, ана барынша біліміне қарайды. Ана айтпайды что сен қиын жұмыс жаса деп. Сен еркексің, давай делай деп айтпайды ғой, дұрыс па? Ана сен аяйды. Сен сен қиын жұмысқа қараған, қиын жұмыс істеуге қарағанда, сенің бір жеңіл жұмыспен бір ақылыңды істету арқылы жақсырақ жұмыс жасауыңа септігін тигізеді ғой. Саған ауыртпашылық салған қаламайды. Ананың мейірімі сондай ғой, жүрегі сондай. Ал әкелер кішкене қаталдау болады. Қаталдау. Бірақ мен әкемді қатырақ жақсы көремін. Анам ренжіп қалуы мүмкін. Кез келген ана ренжіп қалуы мүмкін. Мойындау керек. Әкемді қатты жақсы көремін. Рахмет, әкеме рахмет айтамын. Қазір мені көріп отқан болса, мен рахмет. Маған уәде еткен, әке маған айтты ма саған? Әке маған 3 пара жаттасаң, мен саған велик алып беремін деді ғой. Иншалла мен берса, 30 пара Құранды жаттап, әкеме өзім көлік алып беремін. Әмин. Айтқаның келсін. Арманына жет. Біз Нұрсұлтанмен сол Приорамен көріскеннен кейін неше жыл өтті? 1 жыл өтіп кетті. 1 жыл өтіп кетті. 1 жылдан асып кетті. Осы жыл иншалла Алланың қалауымен Меккеге бардық. Меккеде көремін ғой Нұрсұлтанды. Есіме түсіріп жатырмын ғой. Мына бір жерден көрдім мен. Мына бандитті бір жерден көрдім де. Қарасам шустрый жүгіріп жүр анау, сосын есімізге түсіп екеуміз сөйлесіп, ау деп сөйтіп Меккеде жүріп кеттік. Меккеде болған барлық видеоларды, пайдалы ақпараттардың барлығын Нұрсұлтаннан алдыңыздар деген ойдамын. Егер де бізден бір пайда бір жақсы бір ақпарат болса, біз оған қуаныштымыз. Қуаныш, автобусқа отырған кезде сен автобусқа отырдыңыз ма? Мен жасырмаймын оны. Кәдімгідей сен автобусқа отырдыңдар, сендер келгендерін көрдім ғой. Сендер автобусқа отырдыңыздар, мен сендерге тәрбие айтқызып келіп жатқан кезде Меккеде мен 1 ай жүрдім, сендерден алдын мен ровно 1 ай тұрдым. Кәдімгі сол жақта өмір сүрдім, жалғыз өзім, ешкімсіз. Әртүрлі компаниялармен жүрдім, әртүрлі ұстаздармен жүрдім. Жүрген кезде барынша бүйтіп жүре ғана салу емес, андай ұстаздарым болды, өзім медресе маған сабақ берген ұстаздарым болды. Абай ұстаз, Айбек ұстаз деген кісілермен жүріп, ол кісілермен көрдік кәдімгідей. Жүрген кезде Жексен ұстаз болды. Жүрген кезде мен олардан ілім алдым тағы да. Мен олармен бірге жүрдім, көрдім, тағы да көбірек нәрсе білуге тырыстым. Сен келдің, мен оған дейін мен былай ретке келіп тәрбиелей бастадым. Кез келген адам өзін тәрбиелей беруден, өмірінің соңына дейін тәрбиелей беруден тоқтамайды ғой негізі. 1-2 рет тәрбиеленіп қалдым, болды, ары қарай нормально деген сөз емес. Сен келдің, менің ішімде андай нәрсе болды, что сені көрдім, сен бұрыннан білемін, танимын. Сол кезде, короче, андай ой болды, азырылдым, что мен бәрінің көзіне түсетін адам ғой деп ше. Ол жасқан бәрінің көзіне түсетін адам. Оны бәрі таниды. Мен ішінде андай бір кішкене не дейді, көремаушылық деген нәрсе сияқты болды. Вроде жақсы жағынан бірағандай. Типа оны барлығы таниды, оны барлығы көреді. Вот бұл нормально. Сол мен ішімнен тіледім. Валлахи айтайын, тіледім, что егер осы нәрсе маған қайырлы болса, ішімде тұрған қызығушылық немесе бағанағы көре алмаушылық маған қайырлы болса, давай оны маған қайырлы етті, соны маған нәсіп ет деп айтқам. Тіледім ішімнен. Дәл сол сен көзіңе қарап тіледім, соны саған қарап. Егер бұл маған қайырсыз болса, дәл осылай адамдардың назарына түсу және бір былай сенің істеп жатқан нәрсең маған қайырсыз болса, давайте оны бұл дүниеде маған бермей ақ қой, қияметте маған бере салды. Қияметте что бүкіл адамдардың алдында есеп-қисап болып жатқан кезде, что мен сол жақта сенің абыройлы құлдарыңнан болып былай жәннатқа кіріп кететін, сол екеуінен біреуін қайсы бір маған қайырлылық, соны нәсіп ет. Бұл дүниеде қайырлылық болды ма, демек ол дүниеде бұдан да қайырлы ет деген сияқты нәрсе болды. Содан кейін что біз бірге видео түсірдік. Мен сенімен жүрген кезде ешқандай пайда қаламадым, что бірге жүрдік қой. Сен мен видео түсіріп жүрдім, кәдімгі бетіне тақап түсіріп жүрдім ғой. Мен ойладым, что бұл тек отбасында немесе бір жақында туыстарына видео түсіріп жүріп жатыр. Уже түсіріп жатқан, что сен самадың, арға ештеңе самадың, оны көрдім. Отбасында жүріп жатқан шығар деп не қылдым да, ойладым. Келесі күні сен салдың, ол кезде прям ішімде бағана нәрселер келіп отыр ғой. Ойларыма. Бағана ойлар келіп жатыр, что не болып отыр деп ше. Мен мына нәрсені көтере алам ба жоқ па деп. Содан кейін күнде қазірге дейін что шүкіршілік оқимын, андай берген нығметіне сай, абыройлы етті ма,
Алла тағала бір берген нәрсесін бір сәтте көтере салады, бір сәтте жоқ қыла салады ғой. Сол берген нәрсесін бір сынақ ретінде емес, сынақ болып келеді ғой бәрібір. Мені сынап бір төмен түсіретін, өзінің Алланың алдында дәрежемді түсіретін нәрсемен емес, барынша биік жақтан көтеруге тырыстым. Бәрібір мен болашақта мысалы қазір істеп жатқандар кейбір істеріме болашақта өкініп қалуым мүмкін, бірақ андай ойлаймын, что қазір мен ешкімге жасандылық жасамаймын. Сенің өзің де айттың ғой, типа жасандылық керек емес адамдарға деп ше. Жасандылық жасағым келмейді, что былай өмірде қалай болсам, Инстаграмда немесе ТикТокта да немесе кез келген маған келген адамдарға да күліп, прикол ұстап, ары қарай қатты әзілдеуі мүмкін. Как бар солай, короче. Жасандылығы жоқ. Адамдар сондай жақсы көреді ғой. Сен қандайсың? Жасандылық болса уже ұтылады сияқтысың сен. Екі жақтан да. Алла оған хайырлы етті. Мысалы, маған да Нұрсұлтан Меккеде жүргенде мені түсір, мені салшы, мені отмечать етші, мені көтерші деген бір ауыз сөз айтқан жоқ. Енді барлығы бұның Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе ғой. Мысалы, барлығы Алла осылай жазып қойған, значит солай болады. Енді біз де білген жоқпыз ондай түсіріп кетеміз деп. Просто андай, когда Нұрсұлтан маған сол жерде таныстырып жүрген кезде мен өзім былай тамсанып қарадым. Осылай. Мен Алла маған берген аудитория бар. Неге мен өзім ғана білуім керекпін осына? Неге мен бөліспеймін? Когда менде үлкен возможность болып тұрғанда, бұны миллиондаған адам көре алатын болса, осыны біле алатындай жағдай болып тұрғанда, мен неге онымен бөлісе алмаймын? Сосын жай түсіріп жүрдім Нұрсұлтанды. Өзім материал жинап жүрдім да. Бірақ мен ойлағам, мен Меккеге барсам, иншалла, халыққа бір білдірем, мен Меккеде екенімді. Енді аудиториямен жұмыс істегеннен кейін адамдар ойлап қалады ғой, неге жоқ болып кетті деген сияқты. Просто мен Меккедемін, осында құлшылығым бәрін істеген шейін мен Инстаграмға ешқайда шықпаймын ба деп ойлағам. Негізі өзім сондай ниетпен барғам, Инстаграмға шықпаймын деп. Бірақ Алла тағаланың қалауы басқаша болды да, сол немен кетіп қалдық та. Бір жағынан өзім де ойлап қоямын, енді бір видео болған жоқ, миллионға жетпеген, бәрі миллионнан асты. Солай да Нұрсұлтан өзінің лицосын таныта бастады да. Мен сосын Нұрсұлтанға айттым, Нұрсұлтан, сен қолыңнан келеді, сен неге істемейсің? Мен сенен ештеңе сұрамаймын, мен саған просто аудитория жинап беремін, әрі қарай өз біліміммен осыны сен таратшы дедім. Сонда ниетім болды. Мысалы, саған аудитория жинап беремін, сен жақсы нәрсеге үйретесің. Самое главное, халыққа бір дұрыс нәрсе үйретсе, артымыздан еріп келе жатқан іні қарындастарымыз дұрыс нәрсе білсе екен деп. Өйткені Нұрсұлтанның өзі жас бала ғой, былай айтқанда, оның сөйлегені қазіргі заманға сай, адамдар оны сұра соғып алады. Өзіміздің тілде жеңіл түсіндіреді, сонымен адамдар жеңіл қабылдайды да, ол қызық тудырады адамдарға. Сосын ойладым, иншалла осыны Нұрсұлтан аудиториясын көтеріп берейін деп. Қас Құдайға шүкір, 200 мыңға жуық ТикТогында подписчик бар, қателеспесем, Инстаграмда 60 мыңдай подписчик бар. Қатысып кетті. Ал болады ондай. Алла сол абыройдан, сыйластықтан айырмасын ең бастысы. Ең бастысы білмеймін, дұрыс нәрсе істедік деп ойлаймын. Ешкімге зиян тимейді. Біреу көргісі келсе көреді, көргісі келмесе көрмейді. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымызға, Алланың сүйіктісі, күллі әлем оның құрметіне жаратылған, пайғамбарлардың имамы, пайғамбарларды толықтырушы және Алланың сүйіктісі, сүйіктілердің ең сүйіктісі, жаратылысы жағынан ешқандай кемістік болмаған, күнә қателіктерден пәк пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бұл нәрсе пайғамбарымыздың үмметі, біз жалпы үмметі Мұхаммадия деп айтылады. Мұхаммедтің үмметі, саллаллаху алейхи вассалам үмметіне бір пайдалы бір уақытты беретін, пайдалы бір нәрселерді беретін нәрсе болсын иншалла. Осы сұхбатымыздан бір өміріміздің соңына дейін бір пайда алатын бір ақпарат немесе пайда алатын бір түйін болсын біз үшін. Себебі қазір айтылатын нәрселер пайғамбарымыздың өмірінен, сахабалардың өмірінен болып қалуы мүмкін. Себебі біз сол нәрсемен байланыстырамыз. Біздің өміріміз сол кісілердің өмірімен байланса ғана не істейді, бір кемел болады. Өмірімізді қайдағы біреулердің өмірімен байланыстырмаймыз. Ешкімнің өміріне қызықпау керек, пайғамбардың өміріне. Тек пайғамбардың өміріне қызықтырамыз. Ол жақта негізі айтылатын нәрселер бітпейді ғой. Ол үшін оны не үшін айтамыз? Мысалы, біреулер шынымен дінге қызығып келеді. Дінге чем қорқып келгеннен қызығып келген не? Жақсырақ. Қорқып келген шығып кетеді бірден. Сен балаң болсын, немесе інің болсын, ағаң болсын, бір жақының қызың болсын, әйелің болсын, оны қорқытып намазға немесе бір дінге итермеледің ба, ол кішкене тұрады да шығып кетеді, уже бесит дейді да, шығып кетеді. Ал өз қызығушылығымен келген адам мүлдем ондай нәрсе. Желание болу керек. Желание ашылады кәдімгі. Ал сен біреудің желаниясын аштың ба, ол солай дінге қарай бет бұрды ма? Али радиаллаху анхудың сөзі бар ғой.
пайғамбарымыздың несі, пайғамбарымыз Али радиаллаху анхуға айтады, сенің бір адамды тура жолға бастағаның қызыл түйені құрбандыққа шалғаныңмен тең. Сол кездегі қызыл түйе қазіргі біздің немен алғанда кәдімгідей 600 Lexus 600 кәдімгі ең қымбат машинаны просто садақа еткеніңмен бірдей деген сияқты. Сондай айтқанда, и сен адамдарды қалай қызықтырасың дінге, олар дінге қызыға ма, сен де бір дінде өзіңнің орның, сен де сол дін деген бірақ үстінмен не қылды, ана Хадиша анамызбен басталды, кейін Абу Бакр тұрды үстін болып, кейін Али солай үстін болып қалыптасты. Сен сол үстінің ең жер бүйтіп ең төмені болсын, қазіргі үмметтің арасындағы бір үстіні болып қаласың да, что сен арқылы бірнеше адам не істеп жатыр, дінге қызығып жатыр, дінге келіп жатыр, намаз бастап жатыр деген сияқты. Сенен былай тармақ таралады да, пирамида сияқты болады ол да. Как сен бір үстінсің, сенен бірнеше адам тараған деген сияқты бар ғой. И олардың мысалы балалары болсын, немесе олардың достары болсын, әйелі болсын, қызы болсын, қызы емес, олар арқылы кім дінге келді ма, уже сен де соның үлесінен алып отырасың. Ол да бір садақа деп айтады, білімнің садақасы ол. Білімнің садақасы. Мен айттым, сен оны жеткіздің. Мен айттым, сен оны жеткіздің. Сен де менімен бірдей, менен тіпті артық та сауап алуың мүмкін да. Амалға байланысты, ниетке байланысты. Сен амал жасадың, енді тек не істесің, ниетіңді жаңарып отыра берсең, сауабын ала бересің. Алла баршамызға разы болсын. Біліп білмей істеген күнә қателіктерімізді кешірсін. Енді біз жастықпен, жаңағындай қызығушылықпен, көп нәрсені түсінбей, көп нәрсені бүлдіріп атамыз, көп нәрсеге барып атамыз. Алла өзімізді түзу жолдан айырмасын. Ең бастысы тәубеге келу ғой уақытында, я. Айтады ғой, Алла басқа салмай тұрғанда тәубене келген дұрыс. Ата көбісі всегда бірдеңе басына тиеді, денсаулықпен сынайды, дүниемен қинап жүреді. Сол кезде адамдар только сол кезде ғана тәубеге келеді. Ол енді өмірден алынған нәрсе ғой, шынымен де. Біреуден сұрап жатасың, қалай мен осындай сынақ болған, біреу айтады менде осындай жағдай болған, сол кезде Алладан сұрадым, Алла егер маған көмектессе, мен сен жолында деп. Оны Алла саған бермей тұрғанда сен тәубене келсең, ол екі есе Алла разы болады да саған. Ал ол сынақтардың барлығы біздің қолмен, аяқпен, көзбен істеп жатқан күнәлардың кесірінен келеді. Ол факт. Всегда солай ғой. Любой бір күнә істедің бе, айналып келеді саған. Біреуге жамандық істедің бе, ол саған айналып келеді. Біреудің көз жасына қалсаң, не болады? Алдыңа салады Алла. Алдына салады, иә. Бұл өмірде кімге не жасасам да алдына келеді. Сен өзің былай Меккеге нешінші рет бардың осы жолы? Көп. Көп па? Ай сайын баруға тырысамын. Енді Алла Тағала шақырған сайын мен каждый барғанда сұраймын, что осы жерге қадамы жиі басылатын пенделердің қатарынан, өзіңнің қонақтарыңның қатарына етші деп. Мен ойламағам, что ұстаз боламын немесе Меккеге барам деген нәрсе мүлде ойымда болмаған. Ұстаз емес, былай гид ретінде таныстыру немесе жолбасшы болу деген нәрселер менің ойымда мүлде болмаған. Мен бірінші рет барған кезде тек видео түсіріп барамын, видео моблограф болып барамын. Видео түсіремін. Мен арабша білемін ғой, аз да болсын білемін. Мен барып, өзімнің арабшамды тексертемін, сынаймын, өзімді сынаймын да. Деңгейімді көтеремін да солай. И бір жылдан бері барып жатқан болсам, уже кәдімгідей каждый барған кезде мен айлап қалуға желанием ашылатын болды. Группа келеді, группа кетеді, мен қалам, келесі группа келесі айда келсе, келесі айға дейін қалатындай. Не кезде мен бір айда не істеймін? Ең көп барған жерім, Мединада ең көп барған жерім Ухуд тауы. И мен Ухуд тауын қатты жақсы көремін, что андай. Мединаға барсам, Ухуд тауын пайғамбарымыздан кейін зиярат ететін жер мен үшін Ухуд тауы. Барған кезде түн болсын, кеш болсын, уақытына қарамай Ухуд тауына барамын. Уақыт табасың. Өзіме қатты ұнайды. Жаман қатты ұнайды Ухуд тауы. Бұл Нұрсұлтан деген бала өзі негізі Меккеде не істеп жүреді, ол гид болады. Гид. Яғни жаңағындай таныстыру. Меккеге апаратын компанияның бір гиді. Таныстырады, жүреді, көрсетеді, келген қажыларға жол көрсетеді, ақыл айтады, білгенімен бөліседі. Барынша қолынан келгенше сол гидті жұмысын атқарады да. Осы жолы Нұрсұлтан осы соңғы қашан барып келдің осы? Осы жақында. Жақында, кеше ғана келді ғой енді Меккеден. Меккеге кетті. Маған жазып жүр, енді видео бәрін түсіріп жатыр, Меккеге кетіп барам деп, бүкіл жерге TikTokқа салып жатыр, бүгін Меккеге шығамын иншалла деп. Алады да Меккеге аман есен жетеді. И содан бастап Нұрсұлтан жоқ қой. Бүгінге дейін, кешегі күнге дейін Нұрсұлтан Инстаграмда, TikTokта ешқай жерде жоқ.
мен бір рет сторисқа салып қойғам, қайда жүрсең де бауырым аман болшы деп отмечать етіп, бәрі сөге сұрап кеткен, Нұрсұлтанға не болды, тыныштық па, бірдеңе болып қалды ма бұл балаға деп. Сол кезде ойландым да, былай енді мысалы Нұрсұлтан енді Инстаграм бәрін жүргізіп кетті, там бәрімен бөлісіп кетті. И мне кажется, осы жолы Нұрсұлтан енді өмір тілеп жүреді ғой, Меккеге баруды тілейсің ғой, иншалла мен Меккеге қайтадан шақыршы, мен жолымды ашшы деп. Сол кезде ойладым, алла тағала бәлкім бұл жолы тек қана білімін арттырсын деген ниетпен, сосын жаңағыдай телефонға баспен кіріп кеттім. Енді телефон деген ол қандай, бір жағынан қарағанда өте қиын нәрсе ғой. Мысалы бір қолың босай қалса кіріп кетесің, уақытың бәрі босқа кетеді. Алланың қалауымен барлығы. Сол кезде Нұрсұлтаннан, мне кажется, барғанда, Меккеге барған кезде аэропортта ма, вокзалда, аэропортта бүкіл телефонын барлығын жоғалтады. Сол күннен бастап жоғалтады. Сол күннен бастап Нұрсұлтан связьде жоқ. Мен бір күн күтемін, 2 күн күтемін, Нұрсұлтан жеттің бе деп жазып жүремін, жауап бермейді. Сосын бір кезде бұл былай қайда түнедің? Далада түнеп жүрген. 2 күн далада түнеген сол аэропортта. Сосын ойладым, Алланың беріп жатқан сынағы шығар деп. Мысалы енді TikTok'та қытайлармен стримға көп кіріп кетті. Иә, иншалла сонымен күнәларым кешірілсе. Иә, мысалы мен сразу солай сездім өзім, бар ғой. Бәлкім Нұрсұлтанның андай жаңағындай телефонға, жаңағы дінге қарағанда, мысалы ойладым, телефонға андай жаңағы TikTok'қа несі қатты бөлініп кетті деп. Алла сүйген құлдарына қайырлысын нәсіп етеді ғой. Мен осы сүйікті құлым бәлкім Нұрсұлтан осыдан мен оны алыстатам дейді. Осы дүниені, мысалы телефон дүние ғой, былай айтсам. Дүниені сенен алыстата салды, бірақ сен қазір Аллаға шүкір Меккеде заты одан қиналған жоқсың. Зато сен одан сайын біліміңді арттырып келдің. Одан сайын оқитынды оқыдың, білетінді білдің. Өкінбейсің мысалы. Кетсе кетсін деген сияқты. Бір жағынан дұрыс болды да. Мен бір жағынан қуандым содан. Жарайды, может сен қазір жерсің, Меккеде жүресің, сол білгенді ғана айтып, соны видео монтаждап, сонымен күн өтіп кетеді деп ойладым да мен. Өзімді алдап, сол жаңағыдай бәріне көрсетіп, Аллаға шүкір өзім білімден келдім. Енді Алла тағала саған келдім, міне, ал енді бөліс дейді. Өз міндетімді орындап келдім. Ал міне, саған телефон, енді бөлісе бер деген сияқты болды. Сондай болды. Бір жағынан қуандым, Нұрсұлтан телефон жоғалттым деп. Енді самое главное аман болсын. Ол жаққа барған адам бірақ қатты уайымдамайсың, не болып кетеді. Енді бір жағынан бауырым болғаннан кейін уайымдайсың ғой, танысым болғаннан кейін. Бірақ ана жақта уайымдаудың түгі қарай жоқ. Өйткені ол жақта ешқандай андай не жоқ та, қауіп, ондай қауіп жоқ. Ол жақта адамдардың барлығы жақсы адамдар. Қол ұшын созады, далада қалдырмайды, тамағымен бөліседі керек болса. Сосын ойлайсың, жарайды, жүрсе де бір Алланың үйінде жүр ғой. Адасса да Алланың үйінде адасып жүрді. Бірақ мен білдім ғой, Нұрсұлтан енді тіл біледі, жүреді, көреді, қайдан барып, қайдан отырып, қайдан түсу керек екенін бәрін біледі деп. Өлмейді дедім ғой. Хади алуды біледі. Бұл бір жерде болсын, бұл келеді аман есен дедім ғой. Өлмейді бұл Нұрсұлтан дедім ғой. Арабтар сендерге Нұрсұлтан Хадия дедім ғой. Короче, аэропорттан мен видеода да салыпаттым, видеода қатты монтаждаған жоқ. Видео салып мен 12 сағат алдын дайындалып бастадым. Самолет таңғы 8-де болса, мен кешкі сағат 8-де дайындалып бастадым. И 8 сағат алдын аэропортта болдым. Аэропортта бардым. Ұйықтамадым кәдімгідей. Отырдым. Не істеймін? Былай болмайды. Телефон қарамаймын. Телефон қараған жоқпын аэропортта былай. Мен отырдым, былай болады. Білмеймін, короче. Мен ниетім болған, что мен барып, дұрыстап, тағы да бір жақсырақ контенттер жасап бөлісем деген. Мүмкін ниетім түзу болмаған шығар. Солай, короче, мен бардым, аэропорттан түстім, жүрдім. Сонымен қолымда тұрған телефон қайда екенін білмеймін. Қолымда тұрған зат. Мен уже неге бардым, машинамен неге бардым, короче, вокзалға бардым, телефон қараймын, вокзалдан билет алып шығам, жоқ. Билет алам, $100 билет алам. Мен 60 000 теңгемен бардым. $100 билет алам деймін де, кіріп билет алып шығам да, қарасам қолымда телефон жоқ. Таксиде қалып кетті ма деймін да. Екінші таксиге заказ беремін да, такси келеді өзі. Андай қымбат таксилер бар, жүрген ақша алады. Сонымен тағы 12 000 теңге аэропортқа барамын. Барамын, короче, жартысына қайтым, жолдың жартысына қайтамын. Тоқта, мен телефон таптым, вокзалда қалдырып кеткен сияқтымын деймін да. Вокзалға қайтып барам. Вокзалға барсам телефон жоқ. Қайтадан жарты ақша барып келер 12 000 болды. Қайтадан 12 000 ғана жалдаймын ғой. Қайтадан 12 000 ғана жаққа барам, 100 реалға ше. Аэропортқа қайтадан барам да, Джиданың аэропортына. Қайтадан сол жақта іздеймін ана адамды. Ана адам айтады, ешқандай телефон қалған жоқ дейді. Сонымен сол кезде үміт үзілді, ақша жоқ. Отырдым кәдімгі, ештеңе істемедім, отырдым. Таңғы сағат 1-де түскен болсам, кешкі сағат 7-ге дейін отырдым.
әпкеме жаздым, что әпке мен телефонымды жоғалтып қойдым, ақшам жоқ. Біреуден жаздың ба? Ошо арабтың телефонымен жаздым. Мен телефон жоқ, ақшам да жоқ деймін. Ақшаң енді былай жүріп құртып қойдым жолға деймін. Ойлашы 60 мың деген өзі жолға кетті, ар жақта пойыздың билеті күйіп отыр. Аэропортта жатырмын былай, бомждар ұқсап. Сонымен бір араб келіп, "Что там телефон таптың ба?" "Жоқ" дедім. Сонымен тұрады. "Мен сені вокзалға апарып тастайын да" деймін да, сонымен жылайын деп тұрмын ғой. "Жоқ, керек емес" деймін. "Менде 50 реал, сен ақшаңды бере алмаймын" деймін. "Жоқ, керек емес, сен ақшаң жүр" дейді. "Жоқ, мен бармаймын" деймін. "Жүр" деп қоймай машинасына отырғызып алды. Құлығып жүрсе. 50 реал. Мен сол кезде де ойладым, что мен запчастьқа өткізіп жібермей ма деп. Запчастьқа анау сондай ой болды енді. Қорықтым. Мен қанша рет барып тұрсам да, бұл жолы жалғыз барып, еще телефонсыз, ештеңесіз, не ақша жоқ, не ештеңе жоқ. Сондай ойлар келді. Болды. 50 реал. Мен түскен кезде да 50 реалды беремін, ары қарай көремін, ала бұйыртқан деп. Ана кісі тұрды да. Сонымен бардық. Барған кезде тамақтандырды бірінші. Андай ойладым, что мен тамақтандырып жатыр. Дайындап отыр. Дайындап отыр. Сенімділік өзіне қаттырақ алу үшін. Дайындап отыр. Сонымен жолда әңгіме айтып келе жатыр. Мен қорқып жатырмын, шынымен қорқып жатырмын. Алақайда. Енді қорқып жатырмын. Арабша сөйлеп отыр, түсініп отырмын. Айтып отыр, что дүние уайымдама, Алла тағала береді. Алла тағала алды ма, демек береді. Саған қайырлысы сол болды. Сені уайымдама, что дүние сенің жүрегіңде болмасын. Главное қолыңдағы нәрсе. Сондай нәрселер айтып келе жатыр. Мен ойлап тұрған жоқпын. Ана қорқып тұрмын, что тем более үлкен кісі, түрі кішкене қарадан келген, таза араб емес сияқты болып түйілді. Сонымен тамаққа апар, тамақтандырды. Менен сұрады, қалай анау отырмын, не жейсің. Өзі қара су алды да, қара су алды. Таксист еще. Маған кәдімгі не ішесің деді, мен пепси деп айттым. Ұялмай айтып отырмын. Кетсең де дастан кетейін деп. Кәдімгідей андай өз қанымды қойып. Сонымен қорқып отыр. Ішіп жеп кетейін деп. Сонымен тұрды да, алып берді. Жеп жатырмын. Тойдың ба? Иә, тойдың. Тағы бірдеңе жейсің, тауық жеймін деймін, короче. Тауық деп айтты. Тілеужан естіп кетті. Тауық алып жеп жатырмын, машинаға келдік, намаз оқыдық, еще құптан намаз. Сол кезде дұға жасадым, что Раббым, егер шынымен андай маған қайырсыз болса да сол телефонымды тауып берші, үйіме қайтайыншы деп тұрмын. Өтініш, маған қайырсыз болса да телефонымды тауып берші, еліме дейін жетіп алайын, сол телефонды садақаға беріп жіберемін деймін, короче. Хадия болсын, біреуге беріп жіберемін. Телефон керек емес, үйіме аман есен жетейін, әкемді сағындым деймін. Себебі үйге бармағаныма 1 жылдан асты, әкемді көріп сағынып. Өткенде сендерді апарып тастаған кезде әкемді көруге баруым керек болған ғой, бірақ бармаймын. Білмеймін, болмайды, короче, сонымен жол түспейді. Әкем де айтады, кел деп, барғым келеді, сөйлескен сайын андай қатты сағынамын. Сонымен болмайды, жылап отыр, машинада отыр. Ана қасымдағы кісі жылама деп айтып, сөздер айтып отыр. Дым есімде емес. Бүгілейін деп атқан сияқты. Что мен айттым ма саған? Сен өзің айттым ма? Мен 2 дұға тілегем, что Меккеге жиі келуді, және егер қайтыс болсам, Мекке немесе Мединада қайтыс болуды. Соңғы эфирімде де соны айттым мен. Егер өлсем, Меккеде өлейін деп, кәдімгідей не қылып кеттім да, сұрап кеттім да, эфирде болған кісілер де болса, сұрап кеттім, что қайтыс болсам, Меккеде қайтыс боламын деп. Сол нәрсені әсер етсін, үлкен нығмет қой енді. Андай сөз бар ғой. Қажылықтың 3 түрі болады. Біріншісі Алла шақырған. Ол қалай десе, Алла тағала өзі шақырады. Сен Мекке Мединаға шақырады. Сен әшейін жүрген жақта әшейін біреу болуы мүмкін. Немесе кәдімгі тақуа біреулерде 5 уақыт намаз оқуы мүмкін. Немесе мына жерде әшейін ішіп шегіп, білгенін істеп жүрген пенде болуы мүмкін. Алла сені шақырады бәрібір. Сені шақырады. Сен уже сенде VIP билет бар да, что Алла шақырды деген. Сен барасың, құлшылығыңды аяқтайсың, және сол жақта қаласың. Қалай қаласың? Жаның сол жерде алынады. Сол жақта өлесің деген сияқты. Ол Алла шақырған. Алла шақырған. Ал пайғамбар шақырған, сен мына жақта қалай жүрсең де жүр, сен пайғамбар шақырған уже тоже VIP билет, короче, 2-ші орындағы комфорт плюс. Сен шақырады, сен барасың, құлшылық жасайсың, умраңды бітіресің. Қалай бардың, өзіңді тәрбиелей бастайсың. Елге келген кезде кәдімгі өзгересің. Адамдар айтады, мынау өзгеріп кеткен ғой деп ше. Вот солай болады. Ал үшіншісі шайтан шақырған. Қазірде кейбір адамдарды байқаймын, Алла сақтасын. Байқаймын деген нәрсе, что ол қалай, сен қалай жүрсең жүр, немесе бұл жақта жақсы болып жүруі мүмкін. Сен барасың, барған кезде құлшылығын жасайсың, қайтып келесің. Сол баяғы байғожаның таяғы боласың да, немесе жамандайсың. Ателі андай болды, ателі мынандай болды. И Меккеге баратын кісілерге айтарым, что Мекке болсын, Медина болсын, Мекке Алланың қаласы. Алланың қаласы, себебі ол жақта Алланың үйі бар, Қағба. Екіншісі ол Медина, ол пайғамбарымыздың қаласы.
Меккеге барған кезде Меккенің анау ұнамай қалды, мынау ұнамай қалды деп сен Алланың бір ғазабына ұшырап қалуың мүмкін да, Алланың қаһарына ұшырап қалуың мүмкін. Себебі Алла қасиет еткен мекенге сен барасың да, Алла тағала саған әмір еткен нәрсені сен өзің құлшылық деп, Алланың разылығы деп баратсың, бірақ ол жаққа барғаннан кейін бір нәрсе саған ұнамай қалса, немесе тамағы болсын, адамдары болсын ұнамай қалса, сен Алланың қаһарына ұшырап қалуың мүмкін да. Себебі Алланың бір үйі болған, сен біреудің үйіне барған кезде андай жек көрінішті нәрсемен қарамайсың ғой. Например, біреудің үйіне барған кезде сен кілемің онша емес екен, немесе кірген кезде шайың онша емес, тамағың онша емес екен деген нәрсе үй иесінің бір ашуын туғызады ғой. Көңіліне тиеді. Көңілін ашуын туғызады ғой, дұрыс па? Жақпайды ғой. Сен Меккеге, Медина болсын, сен барған кезде қалайша пайғамбардың қаласына немесе Алланың қаласына барып, сен қалай ондай нәрсені айтасың? Ол шайтан шақырған құлшылық болып есептелінеді да. Шайтан сені шақырады, шайтан сені апарады. Құлшылығын жасайсың сол жақта. Шыққан кезде сен не істейсің? Кәдімгідей адамдарға айтасың, что бизнес болып кеткен. Бизнес тек сол жақта отыр ма? Есептесең, айына ең былай потолок дегенде бір айда, бір жылда есептесек, бір 12 мың немесе 15 мың адам ғана не барады? Қажылыққа барады. Умра қажылық болсын, үлкен қажылық болсын, 15-20 мың болуы мүмкін потолок бір жылда. Ал Малайзияда біздікі сияқты емес. Сен ол жаққа барған кезде сен тәрбиелейді. Индонезия, Малайзия елдерінде сен как билет аласың, кетесің деген нәрсе жоқ. Сен билет алған кезде дайындаласың. Сен дайындатқызады. Сен бағана намаз оқуды үйренесің. Салауат айтуды, ат-тахиятты, кәдімгі Құраннан 5, 6, 7, 8 сүрені жаттатқызады саған. Умраны қалай жасау керек, қандай дұғалар айту керек. Сені дайындайды бір ай дайындағаннан кейін сенен емтихан алады. Емтиханнан өтсең умраға барасың. Ал бізде қандай? Ондай жоқ. Бізде біреулер барады. Мысалы, барған кезде де біреулер шынымен тәрбиеленіп қайтады. Уже тәрбиеленіп қайтқаннан кейін біреулер мүлдем тәрбиеленбейді. Сол кезде жаның ашиды, что сен Алланың қасиет еткен мекеніне келіп тұрып, бір сен бұлақтың алдына келесің да, шомылмай қайтып келесің. Күшті су тұр да, сен қасына барасың, шомылмай қайтып келесің. Барлығы таза болып келіп тұр да үйіне. Сен лас болып тұрсың, сенен жағымсыз иістер шығып тұр, күнәларыңның иісі шығып тұр. Тура солай да. Шайтан шақырғаны. Мен тіледім, что тілегенім екі нәрсе. Біріншісі қажылыққа солай жиі бару, қызмет ету, үлкен мәртебе ғой. Екіншісі шоқы барып бір қайтыс болу. Арман ғой. Андай сол кезде мен ойладым, что ол жолы шынымен кететін шығармын деп. Хотя телефоным болса, телефонды ініме тастап кетемін деп айтқам, просто өсиет етуші. Айтқам, мен iPhone 15 алсам, немесе мен телефоным сенікі, короче, менен кейін телефон сенікі деп. Даже на телефон iPhone деген приложениеде бар ғой, наследники деген нәрсе бар ғой, ұрпақ қалдыру деген сияқты бар ғой. Мен соны інімнің атын өткізіп жібергем. Мен өлсем, інімнің iCloud'мен немесе бір түрімен кіріп кете береді, короче. Мен сонда жасап кеткенмін, короче. Дайындалып ше. Солай болды. Неғып отырсың жерден де? Өлмей қалдым. Дайын емес болдым. Енді пайғамбар шақырған умрадан болсын әйтеуір. Көбісі мысалы айтып жатады ғой, неге Меккені байытып жатсыңдар, яғни жаңағыдай айтады ғой. Сол барып не байытып жатсыңдар, сол арабтарды деп. Арабтар бізсіз ақ бай ғой олар. Арабтың несі экономикасы. Арабтарды байытып жатсыңдар дегенде тура сол кісілер Дубайға барады, басқа жерлерге де барады. Неге айтпайды? Дубайдағы арабтарды айтып жатсыңдар деп біз оларға айтып жатқан жоқпыз ғой. Главный нәрсе не? Дін ғой, ислам ғой. Ұнамайды. Адамдарға ұнамайды. Бейбітшілік, ислам деген сөздің мағынасы негізі бейбітшілік қой. Бейбітшілік адамдарға ұнамайды. Ол бір негізі бүйтіп қарасаң, адамның көңілі ең рахаттанатын жер, ең рахаттанатын дін ол ислам діні ғой. Яғни басқа діндерді жамандамаймын. Біз басқа діндерге де дін ретінде иман келтіреміз. Бірақ біздің өзіміздің шариғатымыз бар, өзіміздің пайғамбарымыз бар. Біз соған иман келтіреміз. Анау айтқан кісілер, олар просто өздерінің хауаи нәпсі дейді. Нәпсі қалаумен айта салады. Егер шынымен сол Мекке, Медина, Аллаға деген сенім, бір рухани құндылық, рухани байлық деген нәрсе болса, ол адамның ойына ондай сұрақ келмейді. Мысалы, сен өзің намаз оқып жүрген кезде, мысалы біреу келеді де саған айтса, Мекке мен Медина бизнес болып кетті десе, сенің ойыңда ол нәрсе бұрын болмаған да ойлашы. Сен ойында бұрын болмаған. Ол сол ойды сенде туғызды. Сен кәдімгі әнде боласың ғой. Басқаша боласың ғой. Қалайша сондай ойға барды деп ше. Сенің рухани құндылығың ол нәрсені тіпті ойламаған да. Сенің рухани құндылығыңда ондай ой туындамаған. Ананың рухани құндылығы жоқтығы соншалықты адамдардың сол нәрсеге дейін барады да. Дубай болсын, басқа шетел болсын. Ең аз баратын жер, мысалы, не шығар?
Өзбекстан мен Меккеге баратын шығар. Ең аз баратын жерлер. Өзбекстанға сол шымкенттіктер көп баратын шығар. Демалысқа анау мынау 40 мың теңгемен нормально демалып келесің ғой. Ал неге қажылыққа болсын, сен тек жолыңа төлейсің, визаңа 400-500 мың Путевка. Иә, путевкаңа полный төлейсің, жататын жеріңе, құлшылығыңа, сенің құлшылығыңа жауап бере алатын адамдарға төлейсің да. По своим ходым барсаң да, мысалы, сен көп нәрсе білмей қалуың мүмкін. Сен біріншісінде турмен бар, что көп нәрсе үйренуің керек, білуің керек, хотя жолды білуің керек. Либо жанында бір серік болу керек, білетін. Нормально білетін серік болу керек. Сонда ғана сен естесің, бір нормальный нәрсе түсінесің ғой. Солай. Ал бағана ол білімсіздіктің сөзі ғой, негізі бизнес болып кетті деген нәрселерге негізі біз мән бермеуіміз керек. Болмайтын сұрақтар ғой. Ол ит үрет керек. Ең аз баратын сол қазақтар болса байқадың ғой өзіңде. Біз барған гостиницаның 3/1 почти өзбектер болды. Қалғаны түрік, Индонезия, Бангладеш, басқа нелер болды. Байқадың ғой? Көп келеді. Көп келеді, түріктер де көп келеді мысалы. Себебі сондай қасиетті мекенге барып, дым алмай, еще сол жақтың бір жаман нәрселерді бір көзге іліп, жаман нәрселерді теріп жүру. Жаман нәрсе мен жақсы нәрсе болады ғой. Бал, мынау қарай бер. Бал ара бар ғой, бал ара және шыбын. Бір жолдан өткен кезде бал ара шыбыннан сұрайды, что сен жолда не көрдің дейді да. Анау айтады, мен жолда тек мусор, тезек, анау мусорлардан басқа ештеңе көрмедім дейді. Ал анау шыбын қайтып сұрайды оның бал арасынан, сен жолда не көрдің десе, мен гүлдер мен балдарды көрдім дейді. Екеуі бірақ бір жолдан жүрген. Сол үшін айтады, что сен не алғың келеді, не нәрсені көресің, не нәрсені қалайсың, соны табасың. Сен жақсы нәрсемен бардың ба, жақсы ниетпен бардың ба, құлшылық болсын, басқа жерге, любой жерге болсын, сен қандай ниетпен бардың ба, тура сол нәрсені аласың. Сол үшін ниетті жаңарта берудің нәрсесі, мәселесі бар. Құранда да келеді, атимул хаджа вал умрата лиллах деген. Қажылықты және умраны Аллах үшін тәмамдаңдар дейді. Істеңдер демейді, аяқтаңдар дейді. Сахабалар да айтады, біз ниеттерімізді сол нәрсені қайта-қайта істеуден жалықпайтынбыз дейді. Бірақ бір нәрсені істеп жатқан кезде ниетімізді қайта жаңарта беруден істейтініміз, шаршап кететініміз дейді. Сол ниет қой, главный ниет. Сен ниетің жақсы болды ма, умраға барған кезде қиналмайсың. Кәдімгі рахаттанып, кайф болып барып, кайф болып қайтып келесің. Ниетің қиын болды ма, сорлы болып бардың ба, кәдімгі сорлы болып қайтып келесің. Солай. Дұрыс, өте дұрыс айттың. Четко айтты. Машалла. Осы біліммен барлығымен бөліссең, онда тұрған ештеңе жоқ. Адамдар өздеріне керегін алады. Ешкімді мәжбүрлемейміз, көр, бүйт, сөйт деп. Санасы бар адамдар көреді ғой. Сынайтындар болады бәрібір. Қателіктер іздейді, көрдің бе? Сен жақсылық нәрсе айтып жатсаң да, мысалы біреулер қателік іздейді. Тырнағының астынан кір іздейтін, тырнағына татымайтын адам ғана дейді. Сондай адамдар бар. Жақсы нәрсе мысалы айтып отыр. Енді адам болғаннан кейін қателесіп қалады, иногда. Не айтып жатқанын, сөзін, тілмен шатасып кетеді. Мен сонда адамдарға таңғаламын, сендер не бітіріп жатасыңдар осы? Сендердің жұмыстарың сонда камераға сөйлеп, содан ақша табасыңдар ма? Өмірлерің рахат иә дейді. Аллаға шүкір, өмір рахат, бірақ біз бұған қаншама еңбектендік, қаншама ұйқысыз өткен түндер бар. Бұнда еңбек, бұл қазіргі заман күшпен емес, баспен жұмыс істейтін заман. Адамдар оны әлі түсінбейді де. Бірақ сосын өмірге өкпелі болады, неге зарплата аз, неге бүйтеді, неге сөйтеді деп шығады. Адам өзіне байланысты ғой. Мысалы, мен де бай отбасыдан шыққан жоқпын. Мен қарапайым ауылдан өскен баламын, Нұрсұлтанда ауылдан өскен. Бәріміз, бірақ бұл деңгейге біз өзіміз жеттік. Алла бізді жеткізді осы деңгейге. Ата-анамыз жеткізді. Әрекет істесеңдер бәрі болады негізі. Просто жалқаумыз да. Сосын барып өмірге өкпелейміз. Неғып бүйтті, неге мен өмірім осындай деп. Тіптің түрінде әркім өзі үшін жауап береді. Әркім өзі ойын айтуға әрине құқығы бар. Бірақ біреуді ғайбаттап, жамандап, оны сынға алуға құқығы жоқ та адамдар. Бағанағы нәрсеге тоқталайық, что неге мысалы сендер ауадан ақша табасыңдар, оңай деген нәрсе, қиыншылық көрмей жатсыңдар деген сияқты нәрсе болады. Шынымен андай сөз бар ғой. Біз қиыншылық көрдік. Біз бәріміз де қиыншылық көрмей өсті деп ойлайды. Біз қиыншылық көрдік, бірақ оны көрсетпедік. Басқалар сияқты айтпайсың ғой. Қиыншылық көрдім, өмірден сүрініп қалдым, қарызға батып қалдым деп. Сен айтпайсың ғой бәріне дұрыс па? Адамдарға не қылмайсың, сағыңды сындырмайсың, әлсіз екенін көрсетпейсің. Ешкім жаман жағын көрсетпейді ғой. Бәрі бақытты болып көрінумен өмірде ондай емес болып қалуы мүмкін. Сол үшін главный нәрсе ол адамдардың көзінше емес, шынымен бір-біріміздің көзімізде бақытты болсақ, бір-біріміздің көзімізде өз волнамызда жүрсек, сол прям кайф. Сен бәрінің көзінше камера қосылып қызыл кнопка басылған кезде ғана бақытты сәтіміз басталу керек емес. Біздің бақытты сәтіміз оған дейін және одан кейін де болу керек та. Әрбір пенде бақытты болуға лайықты. Сол кезде бір кішігірім не қалуы мүмкін, сынып қалуы мүмкін. Норай тек әрекет қой.
әрекет жасау арқылы сен өзің нығметіңді не аласың, табасың, арттырасың. ризығыңды арттырасың, нығметіңді табасың. Алла тағала береді, сен әрекет ет. Алла тағаланың сол әрекетті көп істемейді ғой. Істемейді, жатып алып алма піс аузыма түс деген сияқты нәрсе ғой. Сен жата берсең алма пісіп басқа жерге түсіп қалуы мүмкін да. Сен ауыз ашып жатқан кезде жел болып басқа біреудің аузына түсіп қалуы мүмкін да. Іздеп жүрген біреудің. Сен әрекет ет, ағаштың үстіне шық, хотя піспей тұра алмаса да тартып ал деген сияқты ғой. Сен әрекет ет, күтіп отырма да бір нәрсенің не ол. Бай болу керек та, негізі мұсылман адам. Бай болу керек. Бай болсаң ешкімге мұқтаж болмайсың. Андай нәрсе бар ғой. Кедейлікте тыныштық бар, рахат. Бай болсаң андай кедейлерден 500 жылда, бай болсаң кедейлерден 500 жыл, 500 мың, 500 жылдан кейін жәннатқа кіресің. Есеп қисабың қиын болады. Пожалуйста, есеп қисабың қиын болады, егер сен сол нәрсені дұрыс пайдаланбасаң. Мұсылман адам бай болу керек. Абдурахман ибн Ауф айтады ғой, мен азанда керуенімді болсын, бір дүниемді болсын, Аллаға кешіп жіберген кезде, Алла тағалаға дүниемді кешіп жіберген кезде, мен білмеймін дейді, маған келеді. Мен азанда берген нәрсем түнде маған 10 есе, 100 есе қайтып келеді дейді. Мен Алла үшін 40 түйе бердім ба, 40 түйенің үстінде алтын жүгімен керуенімді полный бере салдым ба, маған кешке 700 түйе болып қайтып келеді. Келе береді дейді, тоқтамайды дейді. Сол үшін шынымен мал дүниені жақсы жаққа пайдалану, бай болу бір мұсылманның бір миссиясы сияқты. Сен бай болсаң не істемейсің? Мұқтаж болмайсың. Сен бай болсаң исламдағы 5 парызың түгел болады. Сен қажылыққа да барасың, намазыңды оқисың, зекетіңді де бересің. Сен қара, ана үшеуі бар ғой, ана үшеуі материалны, біріншісі калима ғой, исламда біріншісі калима. Сен калима айтасың, жүрегіңмен бекітесің, тіліңмен айтасың, сенің біріншісі түгел исламың. Екіншісі намаздың. Намазды оқу жағында біреулерде проблема болуы мүмкін, болмауы мүмкін, оны кейін айтамыз. Ол сенің өзіңе байланысты. Сен ораза ұстайсың. Ораза ұстаған кезде сен намаз оқып жатқан кезде де суың ақша төлемейсің ғой, дұрыс па? Дәрет алып жатқан кезде 50 теңге бермейсің ғой, былай неғып отырсың. Олар тегін. Бірақ сен бай болсаң ғана не істейсің? Зекет бересің. Бай болсаң ғана қажылыққа барасың. Уже сенің 5 исламың түгел да. Сен қалайша Алланың алдына барған кезде сен документ толы да, ойлашы. Бай болу керек негізі. Бай болуға не қылу керек? Әрекет жасау керек. Бірақ бай болған сайын андай жүректен тартып алу керек. Байлық бір Веном киносын көрген шығарсың, жабысады ғой денеңе. Байлық тура сондай да, жүрегіңе жабысып қалады да, оны тартып алуың керек, сен қиналуың керек. Масканы шешкен тартады, масканы шешкен сияқты жүрегіңнен жұлып алуың керек сен. Тура сол кезде ше. Сен қазір ақшаң бар да, мысалы кәсіпіңде 10 000 теңге бар. Соны хотя бы 500 теңгесі, 1000 теңгесін болсын, просто беру саған қиын емес қой. Тура сол кезде сен 2000 теңге сен өзің керек болып тұр. Немесе сен бір жерге жолға шықтың, соңғы ақшаң бар, керек емес, просто сушняк аламын дейсің да, нәпсің үшін. Соны просто сол кезде беру, тура солай да, сен байыған кезіңде де солай қиын болып бара береді. Кішкене ақшаның өзін беру бар ғой, бағана жүрегіңнен бағана тартып алу сияқты бір қиын болады да. Сол кезде сен тартып алдың ба, саған қиын емес. Дүниені қолда, иманды жүректе ұстау керек. Пайғамбарымыз хадис болады, қияметке жақын үмметім. Ең иман деген нәрсе қолда шоқ ұстаумен бірдей болады дейді. Қолына шоқ ұстап иман қолыңда болады, ол шоқ сияқты болады. Қолың келген кезде тастап жібересің дейді. Қорыққан кезде тастап жібересің дейді. Тура солай да. Бағана иман деген нәрсе жүректе болу керек, дүние деген нәрсе қолда болу керек. Сұрады ма, бере сал деген нәрсе емес. Келіп сенен сұрады ма, сен байсың, о жомарт болса анау мынау деп айта ма саған, сен міндетті емессің оған беруге. Сен міндетті емессің. Саған біреу келіп айтады ма, сен байсың, сен анауың керек, менің ақым деген сияқты нәрселер айтады. Өзінікін қоя ма, сен оған міндетті емессің. Сен бар да басқа біреуге бер. Шынымен. Да, факт. Солай. Біз ешкімге міндетті емеспіз, ешкім бізге міндетті емес. Әркім өз өмірін сүрсін, бақытты өмір сүрсін, әрекет жасасын, арманына жетсін. Өзің жайлы сөйлесейік енді, падышам. Қызым бар ма? Сен қызбен жүріп көргенсің бе өмірде? Тырысқансың. Ұнататын біреу бар ма? Бірақ жақынырақ сөйлеші маған. Ұнату жағынан бар. Енді ана қыз ба, анау алдына көмектесейік. Иә. Әлі соны ұнатасың ба? Ұнату деген енді сезім ғой. Сен өзің сезім деген нәрсе басқарамайсың. Ұнату деген нәрсе исламда тыйым салынбаған. Сен біреу жақсы көруің мүмкін, ұнатуың мүмкін. Ода исламда проблема жоқ. Бірақ сол ұнатудың ең хайырлысы, сол байланыстың ең жақсысы некемен басталған байланысты. Айтады ғой, шынайы махаббат үйленгеннен кейін болады дейді. Үйленгенге дейін емес, үйленген кезде бітіп қалатын емес, үйленгеннен кейін басталады. Мен сондай махаббатты армандайсың, по-любому шайтан асырады ғой. Әрекет етесің, бүйтесің, таңдап қаласың, немесе бір іздейсің ғой. Мен 6 жылдай алдын бір кісіні көргем. Ұнатқам,
Ұнату деген нәрседе проблема жоқ. Көз 1000 адамды ұнатып қалуы мүмкін да, бірақ жүрек, көңіл бір адамды жақсы көреді. TikTokқа кетеді. Жақсы көрдім мен, мойындаймын. Айтпай, сырттан бірге жүреміз, бірге көреміз, бір жерде отырып сабақ аламыз біз. Бірақ мен айтпаймын оған, білдіртуден қорқамын. Тіпті кезде суреттерін алу деген нәрсе болады менде. Оның суреттерін жинаймын мен өзім. Сол кезде ойлайсың, мен сен оны, Нұрсұлтан, сен оны не үшін жақсы көрдің деп ше? Сен оны не үшін жақсы көрдің? Алла үшін жақсы көрдің бе? Сәтшем саған оның фотосы. Өшіріп таста деп ше? Сен Алла үшін жақсы көресің, үйленгеннен кейін фотолардың бәрін саған жібереді ғой деп ше? Бірақ мен мындай, себебі оның қыздың вкусы мен онымен таңдай алмайды деп ойлаймын. Сондай жауаптан қорқасың. Сондай қорқамын мен. Осы уақытқа дейін болды, 1 жылдай болды. Самыға үндемей жақсы көре берейін. Үндемей жақсы көрген жақсы. Тема айтып, қиналып бітіп қалған қараған. Негізі махаббат бітпейді ғой, негізі. По-любому жүрегінде қалады ғой. Менің әкем де, менің ағаларым да біреу жақсы көрген шығар. Жүрегінде қалады ғой, по-любому. Бірақ ең жаманы жүрегіңде басқа, сенімен жататын басқа адам болу да. Мен қорқамын содан. Махаббат деген нәрсеге не қылмайсың ғой. Мен ол қызды ұнаттым, мойындаймын. Ұнатқан кезде де шынымен бағанағыдай ғой. Көмектескім келеді, сыйлықтар беріп, қуантқым келеді, айтпайша. Жасағым келеді. Жүзінен күлкіні көру. Жүзінен күлкі көрудің өзі бір бақыт қой. Бақыт деген тек өзің бақытты болу емес қой. Бақытты ету сенің бақытың ғой. Сенің миссияң. Сен біреуді жақсы көрдің бе? Оның бақытты болу сенің бақытың болды. Ол сені бақытты ету деген нәрсе емес. Сен оны бақытты ету арқылы сен өзің бақытты болуың нормально да. Бірақ сен де өзің кейде не істейсің, внимание қалайсың ғой, дұрыс па? Любой жігіт бақытты болуға лайықты ғой. Анандай сондай адам іздеу керек қой, сен оны бақытты қылған сайын өзің бақытты сезінетіндей. Сен оған берген сайын ештеңе алмасаң бітесің, по-любому бітесің. Мен бітіп қалдым ғой. Бітіп қалдым. Саған дым бермеді ма? Дым қалмады. Мен дым айтқан жоқ, оны кінәлай алмаймын. Бәрі өзімнен, мен өзім тормозить еттім, өзім әрекет жасамадым. Андай ғой, главный ол қызды сыйлаймын. Мен андай ойлағанмын, что қалай түсіндірсем болады. Оның вкусы биік маған қарағанда. Өзіңді недооценивал. Оның сол ценасына жетпей қалады сияқты. Сол үшін мен қалағанмын, андай ой болған менде. Давай былай жасайық онда. Ол қыз тұрмысқа шықпай қайтыс болып кетсін. Пәк халінде қайтыс болып кетсін. Мен де пәк халінде қайтыс болайық. Сол ертең жәннатқа қалған кезде бойдақ жәннатқа кіргендер бойда анау. Хотя қосылып кетейік деп сондай ойда болды да менде. Солай. Бұл вообще басқа әлем негізі. Қалай қиясың оны? Ең ауыр нәрсе өзіңді сүйген, өзіңді жақсы көрген адамды басқа біреумен көру ғой. Негізі шынымен де ғой. Қазір сондай ой болды менде. Жоқ, шынымен ғой. Шынымен мойындаймын мен. Жасырмаймын, ешкімнен жасырмаймын. Қазір басқа біреумен көрсең, әкем көрсе ұят болады. жүрекке әмір жүрмейді деген рас қой. Сезім деген нәрсе басқаруға болмайды. Пенде әлсіз ғой сезімді басқаруға. Махаббат үлкен күш. Үлкен күш. Сен қанша қарсы жүзем деген сайын батылсың ғой, короче. Үлкен мұхит қой. Бірақ батқан сайын өзінің кайфы болады, расына махаббатқа кірген сайын. Али радиаллаху анху 950 килограммдық есікті соғыс кезінде көтереді. Соғыс кезінде үлкен қақпаны бір қолымен қотып, екінші қолымен күреседі. Сөйткен кезде әйелі қайтыс болған кезде Али радиаллаху анху әйелін датау істеп жақсы көретін соншалықты табытын өзінің әйелін 24 жасар қыз анау маған көмектесіңдерші дейді да. Күші көп болды ма? Мықты болды. Қайтыс болған кезде Фатима анамыздың құлағына келіп сыбырлайды ғой. Ей Фатима, ей Захра, мен Алимін деп ше. Бар ғой енді. Қалай сипаттайсың ондай махаббат? Махаббат деген нәрсенің екінші символы ғой пайғамбарымыздан кейін. Солай махаббат болды да. Мен махаббаттың да шегі болады. Кәдімгідей беріліп кетпеу керек қыз деген нәрсе. Қазіргі күнде тем более иман деген нәрсе қолда шоқ ұстап тұрған кезде сен махаббат деген нәрсеге басыңмен кіріп кетпеуің керек. Алла тағала қызғанады сені. Сен бір пендені Алладан қатты жақсы көруіңнен қызғанып, сені одан ажыратып тастайды. Сен шынымен жақсы көресің ба? Сенің байланысың былай Алламен промой болмасын. Пендемен сенің байланысың бағана қызбен былай промой болмасын. Через Алла ма? Через Алла болса байланысады да ол. Сен байланысты былай жасадың ба? Келеді жүреді. Надоело, даже бір жаққа барып келе беруді тоқтап қалады да. Сен Алламен байланыстырсаң, Алла берекет береді. Сенің қарым-қатынасыңа күшейеді. Сен
айналып отырады сенің махаббатың. Сен былай жалғасың ғой, айналып келе берсең кайфлық қой. Сені қызғанады Алла тағала. Сен жылайсың ғой Алла тағалаға. Зачем ол маған бұйырмады деп. Алла тағала одан да хайырлысын нәсіп етеді ғой. Сен iPhone 14 Pro Max'ыңды жоғалтып қоюың мүмкін да, бірақ Алла тағала саған 15 Pro Max нәсіп етіп қоюы мүмкін ғой. Сол главный не күту ғой. Күту ең төзімді, ең шыдамды, ең сабырлы адамға ең жақсысы. Иә, ең хайырлысы бұйырылады. Рас. Сабырлы болу керек, шыдамды болу керек. Шыдамсызға біз күте алмаймыз, біз не істейміз? Енді андай шыдамаймын мен де. Меккеден қайтып бара жатқанда бәріміз бірге айттық қой енді. Сол кезде мен өлең жазғам. Соны оқып берейін. Ұстазымыз деп айтшы. Қонақ қылып шақырды ғой Аллахым, айтайын мен ғажайыбын ол жақтың. Көріп жүріп жолықтырдым иманды, сезіндім ғой қасиетін гүл бақтың. Тағы жүріп кезіктірдім сезімді, жан дүнием бар жылуды сезінді. Аллам ғана бәлкім көрді дәл менің қайталанбас бұл бақытты кезімді. Көру үшін жүрдім тағы айналып, әр хадиске жан дүнием байланып. Шын ниетпен орындап бар амалды, қайттым елге қажы болып сайланып. Атағында қызық емес Аллаға. Жинап жүрші бар білімді санаға, құлшылығын керек болды 5 уақыт, керек емес дүние деп санама. Бәрі бітет, ол да бізге ақиқат. Жүре берме өз-өзіңді мын қинап, басқа тисе тәубе өзі келеді, уақыт барда үлгерейік ес жинап. Көрдім сосын жылы жүзді адамды. Ойламайсың мүлде жаман харамды, көзім мүлде көрмеді ғой шынымен зұлымдықты, ақымақты, саранды. Бәрі жақын жүрегімде тыныштық, бұл мекенде әр қашанда күн ыстық. Оқиғаны айтқан кезде кидіміз, көзді жұмып сезінуге тырыстық дедім. Баршаңызға аяқ басу бұйырсын, әр мұсылман бір Аллаға сыйынсын дедім. Осылай өзімнің бір немді өлеңмен жеткізгім келді. Алдында сен помнишь екеуміз қажылықта Меккені айналып жүрдік қой, Қағбаны. Сосын біз түнгі жағынан айналдық қой, қоштасу деп. Сол кезде сен бір маған история айтып бердің ғой, Мұса пайғамбарымыздың оқиғасын айтып бердің ғой, соны айтып берші. Сосын естідім. Мұса пайғамбар анасы қайтыс болған кезде қатты жылайды ғой. Сосын анасын апарып көмеді. Анасын апарып көміп, Таураттан оқып, мазарынан қайтып баратқан кезде Алла тағаладан уахи түседі. Мұса пайғамбар енді Алла тағаладан тікелей байланысқан жалғыз пайғамбар ғой, кәләмулла, Алламен сөйлескен пайғамбар. Енді сөйлескен кезде біз сияқты сөйлеспейді, әріптер деген сияқты емес. Алланың бір ешқандай сипатсыз сөйлеседі Алла тағаламен. Тікелей уахи арқылы. Сол уахи түсіп Алладан былай: "Ей Мұса, бүгіннен бастап өзіңді абайла" деп айтады. "Ей Мұса, бүгіннен бастап өзіңді абайла" дейді. Жақсы дейді. Кішкене өтіп болғаннан кейін тағы бір рет уахи түседі. "Ей Мұса, бүгіннен бастап өзіңді абайла" деп тағы бір рет. Жақсы. Тағы бір рет уахи түседі, 3-ші рет. "Ей Мұса, бүгіннен бастап өзіңді абайла" дейді. Сонда Мұса пайғамбар Алладан сұрайды: "Ей Алла, осы уақытқа дейін сен маған айтпағансың, что өзіңді абайла, өзіңді абайла, өзіңді абайла" деп. Бұл не үшін, қалай, неге осы уақытқа дейін айтпай, иманы анам қайтыс болған кезде маған ол нәрсені айтып отырсың деп. Сол кезде Алла тағала айтқан екен де ол кісіге: "Ей Мұса, сен үйіңнен шығып, үйіңнің табалдырығынан аттаған кезіңде сенің анаң сені маған аманат айтын еді. Ей Алла, Мұсамды, баламды, перзентімді саған аманат еттім. Мен саған аманат еткен нәрсені маған сау қайтар" деп Аллаға бүйтіп сұрайды екен де Алладан. Алла тағала сөйтіп ана Мұсаға айтып отыр: "Бүгіннен бастап менен сенің амандығыңды сұрайтын бір адам жоқ" дейді да. "Сен бүгіннен бастап өзіңді сақта" дейді. Мұса пайғамбар, ойлашы, Мұса пайғамбар әшейін бір екі ұрысып жатқан адамды, мақтылығы соншалықты, екі ұрысып жатқан адамды ажыратқан кезде, былай тұрыңдар деген кезде, ана адам кішкене итерген кезде ана адам өліп қалған ғой ананың күшінен. Сондай мықты пайғамбар. Теңізді екіге бөліп жіберген пайғамбар. Теңізді екіге бөліп жіберген пайғамбар. Алланың сүйікті құлы, миллиард, триллиардтаған адамдардың ішінен бірнеше ғана адамдардың ішінен таңдап өзінің елшісі етіп тағайындаған пайғамбардың өзін ананың дұғасына мұқтаж етіп қойған да. Енді біздің жағдайымызды ойла да. Қазір анасын құрметтемейтін, анасын қарттар үйіне тастайтын адамдардың хал жағдайын ойла да. Ертең Алланың құзырына барған кезде олардың жағдайы қалай болады?
сенің анаң мейлі бір намаз оқымауы мүмкін, сенің анаң мейлі ақ жаулықты болмауы мүмкін да, бірақ сен міндеттісің что соның разылығын алуға. Ол сені бақты ма, сенің кішкентай кезінде өзінің жастығын қиды ма, дүниеге әкелген үшін өмірдің ең қызықты сәттерін қиды ғой сен үшін. Подружкалармен жүрмей келіп сенің астыңды тазалап, сені емізіп, сенімен ойнап, сені өсірді, сен сол анаң ғой, ата анаң ғой. Солардың разылығын алмай сен былай қайдағы бір нәрселермен, дүниемен әлек болып, басқа бір нәрселерді істеуің енді қате ғой. Сенің главный миссияң жұмыс, өмір сүру деген нәрселер, главный құлшылық. Өмірде келген миссияң құлшылықтан кейін ата-анаң ғой. Ал қазір бізде ең біріншіден дүниеде уақыт табылса, дүниеден уақыт табылса бала-шаға, бала-шағадан кейін уақыт табылса ата-ана болмаса былай кейін не ғой, ақырет қой, уайым. Көп мойындау керек қой. Сен өзің негізі болашаққа деген, әйеліне деген өзінің бір талаптарың бар ма? Сен үшін әйелің қандай болу керек? Қазіргі прям андай қозғалып жатқан сұрақтар, махыр дегенге қалай қарайсың жалпы? Андай нәрсе бар. Махыр деген нәрсе еркек болсын, пенде болсын, сын айта алмайды. Себебі Алла Тағала рұқсат беріп қойған. Бірінші, ең үлкен нәрсе, кім рұқсат беріп қойған? Алла рұқсат беріп қойған. Пенденің пікірі маңызды емес. Қыз қанша сұрай ма? Сұрасын, пожалуйста. Дәл солай Алла Тағала еркектерге де не беріп қойған? Рұқсат беріп қойған. Екеу, үшеу, төртеуге дейін үйленуге. Оған әйелдер не айта алмайды? Артық сөз айта алмайды, пікір айта алмайды. Бір-бірімізге аралассаңыз, короче, бірде бір ғой. Енді қара, екінші жағы бар. Енді махыр. Омар радиаллаху анху кезінде махырдың бағасы тіптен қымбаттап кеткен ғой. Кәдімгі аспандағы айды сұрайтын болған ғой кезде. Сол кездегі жеттерді сұрайтын болған. Жеттерді сұрап жатқан кезде Омар радиаллаху анху шек қояды. Сұрасаңдар, 10 дирхам болса, бір 4000 дирхамның көлемінде, почти бір бағана 100 000 теңгеден примерно бір ары кетсе, содан кем болмау керек. 50 жоқ, 100 000-нан 80 000-нан көп болу керек. 80 000 мен 100 000 теңгенің жоғарысында болу керек. Махырдың шарты сондай, құнды нәрсе болу керек қой. Патологы сол 4000 дирхам, 4000 дирхам болуы мүмкін. Ол біздің ақшамен есептегенде примерно ары кетсе 30-40 миллионның үстінде шығар енді. Үлкен ақша ол да енді. Солай шек қояды ғой. Сол сөзді айтып жатқан кезде әйелдер айтады: Алла Тағала Құранда рұқсат етіп қойған нәрсеге сен қалайша өз пікіріңді қосасың? Алла Тағала рұқсат етіп қойды, ол біздің ақымыз, біз сұраймыз дейді. Сен кімсің дейді, бізге оны шектеу қоятын дейді. Омар радиаллаху анху сол кезде тұрады да, Омар қателесті дейді да, сөзімді қайтып алдым дейді. Әйелдердің махыр сұрауында проблема жоқ, бірақ пайғамбарымыз мақтайды. Махырды күйеуінің жағдайына қарап сұраған әйел ең мақтаулы әйел дейді. Пайғамбарымыз мақтайды да оны. Ал енді жоқ, махырым андай болсын, махырым мынандай болсын, аспандағы ай, самолет, жет, машина анау мынау болса, пожалуйста, сұра да. Бірақ сен ол кезде пайғамбар мақтаған әйел болмайсың. Бірінші сен сұрашы. Махыр деген нәрсе діннің нәрсесі ғой, дұрыс па? Исламдағы нәрсе ғой. Сен исламдағы басқа бір нәрсені қатырып отырсың ба? Сен мысалы Фатиха сүресін білесің ба? Аятал курсиді жаттағансың ба деген сияқты нәрселер ғой. Намаз оқисың ба? Намаз оқымасаң ол сенің проблемаң, личностіңе кірмейміз. Бірақ сен исламмен өмір сүріп жатқан соң исламның нәрсесін сұрап жатсың ба? Намыс өзіңде болу керек. Ар намыс, ар ұят деген нәрсе өзіңде болу керек. Мен лайықты болмаған нәрсені қалай өзіме сұрап тұрмын деп. Сен андай қазіргі енді көпшілік адамдар не қылу керек қой андай нәрсені түсініп алған. Махыр ол, егер күйеуің сені тастап кетсе, немесе жігітің сол үйленген кезде өліп қалса, немесе тастап кетсе, одан кейін өмір сүруіңе жететін бір дүние болу керек деп қазірден уже бізді өлтіріп тастап жатыр, немесе ажырасып кетіп жатыр ғой. Дұрыс қой? Негізі сондай ма? Сондай, махыр деген нәрсе сондай что. Біріншіден андай нәрсе бар. Негізі сол үшін сұралған, иә? Махыр не үшін сұралады біріншіден? Махыр қыз өзінің ар намысын, өзін полный саған атаған үшін. Пәк қыз болуың, пәк емес болуың, онда проблема жоқ. Главный ол не істеді? Ар намысын саған не істеді? Сақтады, арнады, саған берді, өзінің денесін саған берді, өзінің құқықтарын саған тапсырды. Сен оған құн төлеуің керек қой. Екіншіден, сен крайний случай өліп қалсаң, бірдеңе болып қалсаң, немесе бір арамдық жасауың мүмкін, главный сенен кейін сенің әйелің өмір сүріп кететіндей бір дүние болу керек қой да. Сондай енді несі, толық несіне енді айтсаң бітпейтін нәрсе ғой. Главный нәрсе сол, что біріншісі сенің ар намысың сақтағаның үшін енді бүйтіп ар намысын өйтіп жоғары деңгейде сақтайтындай бір дәрежедегі адамдарды сен байқамайсың ғой, дұрыс па? Ар намысын потолок сақтайтын қыздар болады ғой, бірақ махырда не істейді? Аз сұрайды. Сен тұрасың да любой
бас телефонмен болсын, басқа бір өмірде болсын, басқа бір жігіттермен жүріп қалуың мүмкін, үйтіп қалуың мүмкін, сөйлесіп қалуың мүмкін де, құныңды түсіресің де, бірақ сонда да сен жоғары қымбат нәрсе сұрайсың да махрге. Кішкене ұялу керек қой. Ұялу керек. Пожалуйста, махрыңды сұра, басқа нәрсе істе. Бірақ шынымен пайғамбардың бір мақтаған әйелі болғың келе ма, күйеуіңнің өзің сүйген адамың болса, есі дұрыс қыз, өзі сүйген адамыңның сен сүйді ма, сен махрды сұрамасаң да ол көтерілді ма, саған алып береді ғой. Сен жынды емессің ғой, өзің кайф өмір сүріп, әйелің ар жақта бір махрге бір 60-70 мың теңге алтын сұраса, алып бердің, одан кейін әйеліңе дым алып бермейсің деген нәрсе жоқ қой. Сен байыған сайын не істегің келеді, әйеліңді қуантқың келеді ғой. Баю үшін әйел көмектесу керек. Иә, әйел көмектесу керек. Ол қазірден тұрады да сенде дым жоқ. Тұрады да самолет сұрайды сенен. Либо машина, машина сұрайды сенен просто. Ол қалай ол? Сенде дым жоқ та, сен қайта олсаң, давай делай, мен саған поддержка беремін дегендің орнына тұрады да, машина керек маған дейді. Сен не істейсің? Аласың ба оны? Міндетті. Ти анаң дейсің ғой, тұрса. Жоқ, ал жерде енді амалсыздан иә дейсің ғой, иә? Енді амалсыздан иә дейсің, бірақ сен өзің қинамауың керек қой. Жігіт деген соны көру керек қой. саған сындыратын қыздамау керек. Сен үйленбей ақ қой деген. Менде де андай нәрсе бар да. Мен бір андай, если менде неуверенность деген нәрсені туғызды ма, болды, қайттым мен. Қайтайық, короче. Қайттық осы жерден. Ары қарай керек емес. Саған да, маған да басқа тырып керек емес. Ары қарай қозғалдым. Қайтайық. Дұрыс. Иә, солай. Махр сонда ғой. Ал енді мен енді үйленуге кетіп отыр ғой. Ең қорқатын нәрсем әйелімнің блогер болуы ғой. Мен қорқамын содан. Себебі осы уақытқа дейін әйелі блогер, достарым, таныстарым бар ғой, көресің, кейбіреулер көресің, хижаб киіп алып қыздар болады, жас қыздар ғой анау. 20-ші ғасырдың бер жағында, 2000 жылдың бер жағында, 2000 жылдары туылған кісілер ғой. Немесе одан үлкен болсын, бәрібір. Хижаб киіп алып, билеп, не істеп жатыр мен достар деп, денесін көрсетіп, юбка киіп, показуха ол просто. Ол айтылатын нәрсе, мен осы уақытқа дейін сынап келдім. Бұдан кейін де сынаймын. Мен қорқатын нәрсем де сол. Қорқамын әйелім блогер болып кетуінен, немесе бір адамдардың көзіне. Меккеге жібере салса, соткасын жоғалтып келсін. Мен содан қорқамын, жаман қорқамын. Тілеймін сондай болмауынан. Сен мысалы досыңның телефонын ақтарып отырсың. Мен саған телефонды бердім, телефонды алып. Сен телефонды ақтарып жатқан кезде менің телефонда сенің әйеліңнің суреттері бар. Че там? Нормально это. Сен әйелің блогер ғой, оған жақсы қарайсың, оған рұқсат бердің ғой. Дұрыс па? Сен оған рұқсат бердің. Мен ол блогер ретінде суреттерін телефоныма сақтап жүрмін. Позамен суретке түсіп отыр ғой. Мен оны сақтап қойдым. Саған приятный ма ол? Татовое степени адамдарда намыс деген нәрсе, еркектерде основном намыс деген нәрсе түсіп кеткен соншалықты берілді ғой еркекке. Еркек пен әйел туылды. Еркек пен әйел туылған кезде Алла тағала әйелдің дәрежесін бір саты төмендеп, мына еркектің құқығына кіргізеді. Сен қорға мына, сен қара әйеліңе. Тіпті Құранда келеді ғой. Сен ол үшін киімсің, либасын, киім деп айтады. Сен оған киімсің, ол сен үшін киім. Киім не үшін киім? Мата болған үшін емес ол. Сенің айыбыңды жасыр, сен денеңдегі әурет, жаман жерлерін көрсетпеу үшін біріншіден. Екіншіден сенің денеңе ең жақын нәрсе не? Киім. Менің идеялымда сондай нәрсе қалыптасқан. Басқа біреулерге жабайылық, бір ислама не дейді, анау фанатизм деген сияқты нәрсе болып қалуы мүмкін. Нағыз енді еркек негізі әйелін жасыруға тырысу керек. Әйел жасырылған сайын мақтаулы болады. Еркек әшкерелеген сайын, бәрі білген сайын не істейді? Мақталына береді. Не үшін десе, сен ол жасқансың, сен бүкіл Қазақстан таниды. Сен басқа бір мемлекет, ислами мемлекет болсын, любой бір жерге бар, ол жасқан мықты блогер, танимын оны дейді. Ол жасқан танимын десе, авторитет қой, қалай таниды оны деп ше? Ол саған абыройда, қызға ондай емес қой. Дұрыс па? Қыз бүкіл Қазақстан таниды десе. Басқаша естіледі. Бірінші ой не келді? Сондай да. Сол үшін еркек әшкере болған сайын мақталынады, әйел жасырын болған сайын мақталына береді. Ой, аналар деген коуч, аналар деген бір блогер, уағызшы, ұстаз. Пайғамбарымыздан кейін Айша анамыз 30 жыл өмір сүрді. 30 жыл өмір сүргеннің өзінде Айша анамыздан келіп сұраған кезде ол кісі тонын өзгертіп сөйлейтін болған. Біреу келіп бір сахаба болсын, бір еркесі дуалдың артынан былай сөйлейтін болса, перденің ар жағынан тонын өзгертіп сөйлейтін болған. Мына нәрсе мынандай деп ше. Қазіргілер тұрады да.
Сәлем достар. Мен бүгін қандай киім алдым десем, бүгін бізде распаковка чек деген. Солай ғой. Сондай нәрсе ол мүлдем дұрыс емес. Ол мейлі үйленген болсын, мейлі ол үйленбеген болсын. Просто сондай қазір қыздар айтады ғой, біз сонда қыздардың ойларына мынандай келеді ғой, енді осылай айтқаннан кейін біз сонда не адам емеспіз бе, сондай ой келеді. По-любому негізі пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен ғой, дінді қиындатпаңдар деп. Дінді біз дінді қиындатып отқан жоқпыз. Просто андай нәрсе да. Біз мен айтып отқан нәрсе исламдағы мақтаулы әйел деп айтып отырмын мен. Исламдағы просто қыз емес. Мен мақтаулы деп тұрмын. Салихалы әйел деп тұрмын. Сен салихалы емессің ба, жүре бер. Мақтаулы емессің ба, жүре бер. Өзің білгеніңді істе. Хижаб ол Алла үшін тағылса ғана ол құнды болады. Хижаб киіп юбка киіп алады, денесі белі көрінеді. Инедей белі көрінеді. Хижаб тырыспау керек. Хижаб тырыспау керек. Хижаб женсімен киілмейді. Хижаб деген нәрсе былай тұрған, мынандай нәрсе, абайкілерді киіп бүйтіп суретке түсетін нәрсе емес ол. Хижаб ол қорғаның, сен ана еркек көрген кезде сенің денеңді бүйтіп даже ойымен де сипаттай алмау керек қой, сенің беліңді, денеңді, сенің кеудеңді сипаттай алмай қалу керек қой. Қазір кет көрінеді денесі, белі, мынау нелері көрінеді, былай жіңішке белі, аяғы көрінеді. Ол хижаб емес. Әйел тіпті кейбір нелерде ғалымдар айтады, что әйел кісінің даусының өзі әурет деп ше. Сызылып сөйлемеу керек еркектің алдында әйел. Бағана дінді қиындатпаң деген нәрсе болса, мен дінді қиындатып отқан жоқпын. Мен тек мақтаулы әйелдерді айтып тұрмын. Мақтаулы емессің ба, жүре бер, мен сені қинамаймын. Басқа біреу де сені қинамайды. Андай ғой, өзін бағалайтын әйел. Өзін бағалайтын әйел. Алла тағала маған осындай нығметтерді берді. Хижаб кимей жүрген қыздар бар ғой, мысалы. Хижаб армандап жүрген қыздар бар ғой. Жылайды, ата-анасы рұқсат бермейді. Аңсайды, бірақ кие алмайды. Жұмыс болуы мүмкін, бір себептер бар да, сыналып отыр. Ал кейбіреулер болса, ата-анасы намаз оқиды, ағасы, туысқандар намаз оқиды. Ал өзі хижабты просто киіп жүрді. Просто киіп жүр. Оған қойса хижабын шешеру керек. Хижабты шеш деп айтпаймын оларға. Хижабты шеш, Алланың әмірі ол. Кидің ба, дастайын ки. Бағана махр деген нәрсе бар ғой. Фатима анамыз махрды қанша сұраған мысалы? Қанша сұраған? Білмеймін. 10 дирхамға татарлық нәрсе сұраған. 400 немесе 480 мысқал күміс деп айтады. Оның да историясы бар, что пайғамбарымыздың қызы Фатима анамыз бой жетеді ғой. Бой жеткен кезде сахабалар сұрап келеді пайғамбарымыздан қызын. О, пайғамбардың қызы, кім алғысы келмейді пайғамбардың қызын? Пайғамбардың қаны бар ғой анада. Сен қызын алдың ба, оның қанынан сенің қаның байланысады. Сенің ұрпақтарың пайғамбардың ұрпақтары болады. Кім сондай дәрежеге кіргісі келмейді? Кім сондай дәрежеге ие болғысы келмейді? Абу Бакр радиаллаху пайғамбарымызды келіп сұрап келген кезде пайғамбарымыз көркем түрде жоқ деп айтады. Омар радиаллаху келіп пайғамбарымыздың қызын сұрайды. Пайғамбарымыз көркем түрде жоқ деп айтады. Көркем түрде жоқ деген нәрсе айтпайды. Бетінен қайтып қақпайды. Қазіргімен салыстырған кезде деп солай жеткізеді. Айтпайды, сен болмысың, жұмысың жоқ деген нәрсе бар. Қазір бір кез келген бір отбасы барған кезде ешкім сұрамайды ғой. Құран жаттағансың ба? Сен намаз оқисың ба деп сұрамайды ғой. Қандай жұмыс жасайсың? Қай жерде істейсің? Айлығың қанша? Үйің бар ма? Ешкім сұрамайды сенен, жәннатта үйің бар ма деп ше. Ешкім сенен сұрамайды. Ықылас сүресін білесің бе? Фатиха сүресін білесің бе деп сенен сұрамайды. Ауысып кеткен да қазір. Пайғамбарымыз сол кезде біраз сұрайды. Абыройлы миллиардерлер барады. Бәрі барады. Сол кезде бәрі тұрады да. Ана жерде өзімен өзі жүрген Али радиаллаху анху болады да, короче. Дым ешкіммен жұмысы жоқ, өзімен өзі шаруасы жоқ, өзінің жұмысын істеп жүрген Али радиаллаху анху болады да. Сол кезде сахабалар тұрады да, Али радиаллаху анхудың қасына барып сұрайды. Али, сен бар шеш пайғамбардың қызы бой жетті, сұрамайсың ба сен қызын деген кезде Али радиаллаху анху айтады. Менің ештеңем жоқ қой деп айтады. Сол кезде сахабалар айтады, что сен бар, біз әрекет етеміз, сен көмектесеміз дейді. Ол да болмады ма? Сен пайғамбарға қарағанда бізге жақынсың ғой дейді. Сенің анаң пайғамбарымызды тәрбиелеген дейді. Али радиаллаху анхудың анасы пайғамбарымызды тәрбиелеген, өсірген. Пайғамбарымыздың әйелі Хадиша анамыз Али радиаллаху анхуды өсірген. Али радиаллаху анху пайғамбарымыздың үйінде өскен. Пайғамбарымыз жатқан жерде жатқан. Ойлашы енді қандай дәрежеде? Ең достойын адам. Бірақ ештеңем жоқ деп айтады. Бірақ ештеңем жоқ деп айтады. Барады. Пайғамбарымыз қасына келген кезде қош келдің деп айтады. Чатан деген сияқты. Қызыңыз бой жеткен деп қош келдің деп айтады. Артық ештеңе айтпайды. Тыныш болады. Али радиаллаху анху шығып кетеді.
шыққанда уже адамдар келеді, сұрайды, что там, не қыл дейді. Айтады, маған қош келдің деген сөзден басқа ештеңе айтпады дейді. Ой, болды ғой онда, саған қызым беріп тұр ғой дейді. Саған отказ берген жоқ қой, саған қайт деген жоқ қой дейді. Болды дейді. Бір жиылыс болып қалған кезде, сахабалармен жиылып тұрған кезде, мешітте немесе бір жерде болуы мүмкін, нақтысын Алла тағала жақсырақ біледі. Тұрған кезде Али радиаллаху анху пайғамбарымызды сахабалар қоршап тұрған кезде пайғамбарымыз сөйлеп жатады. Сол кезде Али радиаллаху анху былай пайғамбарымыз көз түскен. Пайғамбарымыз былай сөйлеп тұр ма, Али радиаллаху анху ана жерде тұр ма, былай келіп пайғамбарымыз көзіне түседі. Былай қарап сөйлеп тұр ма, былай келеді. Пайғамбарымыз сөйлеп тұрған жерлерге келеді да, көзіне түскісі келіп тұр. Сөйтіп естіп жатқан кезде кәдімгі жымиясың ғой, кайф қой, анау көзің елестетіп жатсың, сен Али радиаллаху анху былай әрекет жасап жатыр. Сол кезде пайғамбарымыз шақырады, бері кел деп. Не істейсің деп. Сен нең бар деп айтады пайғамбарымыз. Сен нең бар деп айтады. Ештеңем жоқ деп айтады. Сол кезде пайғамбарымыз енді арасы, үйленген арасы 1-ші жылдың соңы мен 3-ші жылдың арасы болады. Яғни 2-ші жыл болады да. Бәдір мен Ухуд шайқасының арасында болады ол нәрсе. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, мен саған хадия еткен сауыт қайда дейді. Ол кезде Бәдірде пайғамбарымыз Али радиаллаху анху үлкен бір ер жүректік көрсетіп, паразым шыққан кезде кәдімгідей паразым шығады ғой, енді соғыстарда паразым шыққан кезде қылыштасады ғой. Сол кезде кәдімгідей барған кезде анау мүшрикті айырып тастайды ғой Али радиаллаху анху. Айырып тастаған кезде соғыста да кәдімгі күшті нәрсе ер жүректік көрсеткен кезде пайғамбарымыз анан сауыт падарит етеді ғой. Мен саған падарит еткен сол сауыт қайда дейді. Ана кісі үйімде дейді. Бар алып кел дейді. Жүгіріп барып алып келеді енді. Қазір сен ойлайсың, сен біреуге үйленейін деп жатсың да, саған әкесі ештеңе деп тұрған жоқ та, сенен үйің анау мынау деп тұрған жоқ та. Кішігірім нәрсе сұрап тұр. Үйіңе жүгіріп барасың сол нәрсені әкелуге. Али радиаллаху анху барып сауытын әкелген кезде пайғамбарымыз сол сауытты алады да, мынаны кім сатып алады дейді. Осман радиаллаху анху ойланбастан тұрып мен сатып аламын дейді. Қанша дейді, ақшасын береді. 400 немесе 480 мысқал күміс деп айтады. Сол бағана 10 дирхам, ана 80 мың теңге деген сияқты, 80 мың теңге құны сондай. Сол береді, алады, алған кезде сауыттан береді. Осман радиаллаху анху қуанып кетеді. Пайғамбарымыздың хадиясы ғой, пайғамбарымыз сатып отыр, мен алуым керек дейді. Бүкіл сахабалар сондай. Пайғамбарымыз бір нәрсені айтты ма, асығады. Бір нәрсе, пайғамбарымыз әмір еткен нәрсеге сахабалар кәдімгідей басымен кіріп кетеді ғой былай. Тыйған нәрсесінен былай қашады. Мүлдем жоламайды. Бағанағы сауыттаған кезде Осман радиаллаху анхудың қуанышы дейді. Үйленейін деп жатқан Али радиаллаху анхудікінен қатты болады дейді, ойлашы. Кәдімгі қуанады. Сол кезде бағана Али радиаллаху анху болды. Осы шетке тұр, короче. Тұрады, Али радиаллаху анху келеді, ақшаны бөледі, короче. Берілген ақшаны алады да. Алған кезде ана ақшасына біраз нәрселер алады. Пайғамбардың қызы жәннаттағы 4 әйелдің біреуі. Жәннатта 4 құрметті әйелдердің құрметтісі бар. Біріншісі Мариям, Иса пайғамбардың анасы. Екіншісі Асия, Фирғауынның әйелі, салихалардан, ізгілерден болған әйел. Үшіншісі Хадиша анамыз, пайғамбарымыздың әйелі. Төртіншісі пайғамбарымыздың қызы Фатима анамыз. Сол төртеуінің ішінде ең соңғысы, анағы ең құрметтілердің ішінде төртеуі біреуі ғой. Соның өзін не нәрсемен алып отыр? Ешқандай почти тегін алып отыр ғой. Пайғамбарымыз өзі подарит еткен сауытты өзі сатып, сосын соның ақшасын қайтадан өзінің махр ретіне алып тұр ғой, қызының махр ретіне. Тойдың ең жақсысы, ең берекелі той, аз шығындалған той ғой. Миллиондаған ақша құртып, адамдардың сөзіне бола құртудың керегі жоқ та. Лучше давай сол ақшаны тойда аз қаражатқа жасайық, қалған ақшаға өзіміз умраға барайық, немесе давайте басқа біреуді умраға жіберейік. Немесе давай сол ақшаға ата-анамызды умраға жіберейік. Немесе оны болашағымызға бір инвестиция қояйық деген нәрсе болу керек. Давай тойдың бәріне кредитке жасап, не қылу ысырап ол. Керек емес нәрсе. Мен де жасағым келеді. Мен де мысалы достарым анау мынауым бар деп бүкіл нәрсені құйып тастамаймын ғой. Мен де мысалы жағдайым ләлә емес қой. Прям тойды кайф жасайтындай. Адамдардың сөзі болып өмір сүру қате ғой. Сен өзің де всегда айтып жүресің ғой. Мен де бұрында сөйлейтінмін, что адамдардың сөзі болады тіпті. Киінген кезде де адамдардың сөзіне қарап киінетінмін. Қазір бәрібір футболкамен жүре беремін. Жүрген жерде футболкамен жүре беремін. Басыма шапкаммен. Ешкім не қылмайсың ғой. Главный нәрсе не, что адамдардың сөзі бола бір, өзіңді бір қанша жасасаң да адамдардың сөзі бітпейді ғой. Сен жомарт бол, ең мықты бол. Жомарт бай болсаң, адамдар айтады, сен мынау тәкаппар, мынау байлығымен мақтанып жүр дейді. Сен кедей бол, адамдар айтады саған, мынау қолына келмейтін бір сүмелек қой, дым жұмысы жоқ деп айтады. Сен бір андай бол,
кішіпейіл бол, адамдарға кішіпейіл бол да, андай бір келді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар деп айтасың, адамдар сені лох санайды. Ал сен бір адамдарға былай деп сөйле, сен тәкаппарсың дейді. Неңмен мақтанып жүрсің деген сияқты нәрсе айтады. Любой жағдайда адамдар сөзі бітпейді. И главный нәрсе не айтып отырмыз? Исламдағы ең берекелі нәрсе немен болды? Собағана. Дүние деген нәрсе берекет деген нәрсе емес қой, дұрыс па? Дүние ол просто материал, что бұл өмірде сенің қажеттіліктеріңді өтеу үшін. Бақытты болу ол дүниеге ғана байланысты емес. Кедей болу, бақытты өмір сүріп жатқандар қаншама. Байлыққа да әрекет жасау керек, бірақ байлықты кәдімгідей бір бақыттың бір столицасы санамау керек қой. Кілті деп. Иә, кілті деп. Солай. Мақыр сұрайды есінде де бағанағыдай. Сұрама демейміз, жағдайға қарап. Иә, түсіністікпен. Менде мысалы қазір iPhone 11 соған қарап сұра деген сияқты. Мен ең айтатын үлкен алғысым осы жерде пайдаланып қалайын. Біріншіден сол бағанағы әкеме рахмет айтқым келеді, осылай халыққа пайдасы тиетін бір нәрсе істеткеніне. Атау бір повар болсам, бір қайда бір онша емес тамақтар істейтін сияқтын күйдіріп, жұмыстан шығып, арғыдай қуып, шайып, уландырып соғып. Бірақ мен осы жол тура жолға түсірген әкеме алғысымды айтамын. Екіншіден осы жолда үлкен менің андай цементімді құйып берген Абдығапар ұстазға және Смановтар әулетіне өте үлкен, Сарыағаш медресе колледжіне үлкен рахметімді айтамын. Ұстаздарымызға енді рахметім шексіз. Абай ұстаз, Айбек ұстаз, бәріңізді жақсы көремін. Медреседе мені ұрған ұстаздар болсын, маған төмен баға қойған ұстаздар болсын, тіпті мені жақтыртпайтын ұстаздар болсын. Сізді жақсы көремін, себебі мен Сарыағаш медресе колледжінде тәлім алдым. Абдығапар ұстаздың бір қолында тәлім алдым, сол кісінің тәрбиесін көргеніме өте алғыс. Менің дұғамда, менің әрқашанғы құлшылығымда болатын ата-анам мен бірдей, ата-анамнан кем емес, тіпті ата-анамнан да артық дұғамда қосылатын Абдығапар ұстаз. Сол кісіге алғысым шексіз, және осы деңгейге жетуіме себепші болған. Пайдалы жаққа, пайдалырақ болуыма, қуып жүрермеймін ғой, мен де қуамын, дәл осы бағытпен қуып кетпегеніме осылай Олжасқа да, саған да рахмет ақиым. Осылай шынымен дос болып, ақыреттік ақырет үшін пайдалы болатын бір мәңгі бақи болып жүрейік, достығымыз ажырамасын. Достыққа адал болайық, ол қайсы жоқ. Қыз үшін ертең бір-біріміз тастап айтты қайтты. Тастап кетесіз. Біз енді бойдақпыз, біздің вайбымыз сондай, соны айту арқылы кішкене денеміз андай болады, адреналин болады. Солай күшті уақыттарыңыз пайдалы өтті деп ойлаймын, пайдалы ақпарат алған болсаңыздар. Алдағы уақытта қаласаңыздар тағы түсіреміз, қандай бір тематика болсын, сол жайлы. Аллаға сансыз шүкір. Саған да Нұрсұлтан рахмет, сен арқанда көп нәрсе біліп отырық. Аллаға шүкір. Алла арамызды сыйластығымызды ажыратпасын. Осы сенде білім бар, менде мүмкіндік бар. Екеуміз қосылып, осы біліммен, осы мүмкіндікпен, осы білімді таратайық, білдірейік, хотя болсақ. Біздің тараптан сондай болып жатса, сондай көмек келіп жатса, неге істемеске, әрине қолдан келгенше барлығын бөлісуге тырысатын боламыз. Алла қаласа, Алла тағала абыройымызды, иншалла, ризық несібемізді арттырып жатса, одан да жақсылықтар жасауға тырысамыз ғой. Сол. Осымен біздің сұхбат соңына келді. Ұзақ болып кеткен сияқты, бір жағынан пайдалы болды. Ұзақ болса да андай, қайда қызықты нәрсе болса, ол тез өтіп кетеді. 2-3 сағат болса да, ол өшіп бітіп қалды ма дейді, күшті. Енді қызып келе жатқан сияқты болып жатқан шығар. Бірақ соңына келтіру керек. Өйткені біздің Темірлан бауырымыз жалко мынаны монтаждайтын. Кет соңында бір нәшітпен бітіре салайық. Қандай? Қайсы? Қайсы? Айтпай-ақ қойға. Шырдан қайтайық. Барлықтарын жақсы көреміз. Осы сұхбат ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер, лайктарыңызды қойып каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта менде осындай ғана тематика емес, мені білесіздер, әртүрлі темада көңіл күйді көтеретін қызықты контенттер болады. Сіздерді әрқашан қуантып, сіздерге жақсы контент, көңіл күй сыйлайтын кім? Ол Олжасқа. Нұрсұлтан өзінің влогтарында. Нұрсұлтанның парақшасы, инстаграмы, тиктогы барлығы описанияда болады. Керек болса тауып тіркеліп қойыңыздар. Менің сөзім бар ғой, білесің бе? Всех обнял, поднял, поставил. Все, что было в прошлом, я давно оставил.
түсінбеген шығарсың иә. Түсіндім бәрін. Главный мен түсіндім, бірақ түсіндіріп бере алмаймын. Бір-бірлеріңізге қамқор болыңыздар, бір-бірлеріңізді жақсы көріңіздер, сыйласыңыздар. Көремаушылық деген мінділеп болмасын. Барлықтарыңызды қатты жақсы көреміз. Аман сау болыңыздар. Қоштасып қойсай. Не деп қоштасам? Бірден айта сал. Ассалаумағалейкум. Қайтайық біз. Қарнымыз ашып кетті. Қарны ашты. Ашты, тамақ жегіші бар. Лава жейікші. Жүріңдер. Бір сағат қанша болды? 2-3 сағат болды ма?